Jamendo.com. 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 Что там, бастаймыз ба? Бастайық. Шаш қалай, нормально ма? Жақсы. Ассалаумағалейкум, құрметті достар, қалайсыздар? Бүгін біз сіздерге кішкене бір тендер туралы ақпарат беретін боламыз. Қалай ақша табуға болады? Ошым бүгін бір еркін бір сұхбат болады, еркін сұхбат. Жаңағыдай сұрақтарыңыз қойсаңыздар, ол практика жүзінде көрсетемін, қалай ақша табуға болады, кімдерге табуға болады. Ошым бірінші очередь сіздер мына жерге жазыңыздар маған. Мен қазір қарап отырам, обратный связь керек сіздерден маған. Дұрыс дауыс, дұрыс естіліп тұрма, дұрыс көрсетіп тұрма. Кейбіреулерде қатып қалған болса, видео қазір осы прямой эфир қатып қалса, онда интернет жақсы ұстайтын жерге шығыңыздар. Өйткені бұл қазір прямой эфир, ертең қайталап көрсетпейміз бұны. Бұл запись болмайды. Запись бола ма, болмай, оны бір-екі аптадан кейін көреміз. Хорошо? Так, еркін сөйлесеміз бүгін. Дәл қазірден бастап плюс қойыңыздар. Дұрыс естіліп жатса, дұрыс көрсетіліп жатса, плюс қойыңыздар. Одан кейін сұрақтарыңыз болса да, сразу жаза беріңіздер. Мен сіздермен бір от души сөйлескім келіп тұр да. Өйткені көп адамдар жаңағыдай не алады, қалай ақша табуға болады. Енді новичок қой, бірінші рет әр жерден естіген, біреулерде андай бір негатив бар тендер туралы, жаңағыдай коррупция ол жерде былай честный аламайсың, честный жоқ ол жерде деген сияқты. Оның барлығын бүгін айтатын боламыз. Так, қай қаладан боласыздар, барлығын жаза беріңіздер. Так, плюстер кетіп жатыр. Плюс кетіп жатыр. Так. Дұрыс. Ақтау, Атырау, Шымкенттен боламын дейді. Түркістаннан боламын дейді. Все, хорошо. Так, етпен айналсам дейді. Қалай тендерге қатыссам бола ма дейді. Қараңыз, етпен айналсаңыз тендерге қатысудың қажеті жоқ. Тендерде де еттің түрлері бар, негізі еттер бар, бірақ еттер өте арзан беріп қояды. Ол жерге сіз бір нормальный малдың етін алып барамайсыз, бәрібір. Мысалы үшін мынандай ғой, еттің килограммы қазір 2000 теңгеден болса, ол жерде 1600 теңге, 1800 теңге беріп қояды. Оны сіз бәрі отамайсыз. Оны отып алсаңыз да арзан бағадан ұтасыз, сіз өте нашар ет алып барасыз, ошын сондай болады. Сол үшін еттің тендеріне қатысудың қажеті жоқ. Бірақ менің советімді тыңдасаңыз, етпен айналсаңыз ба, онда мен сізге басқа бір жолдарды көрсетемін. Осы еттің бизнесінде қалай даму керек екенін көрсетемін. Түсінікті ме? Көп адамдар өздерінің несін білмейді да, тек қана жұмыс жасайды. Алып сату, ауылдағыларға тарату, магазиндерге апару деген сияқты. Болды, одан басқа ешнәрсе білмейді. Қалай даму керек екенін мен айтатын боламын. Так, тағы бір сұрақтар қойып жатыр мына жерде. Тендер саламатсыз ба дейді. Тендерден қанша табуға болады дейді. Қараңыз, тендерден қанша табуға болады, мен бүгін осы жерде айтамын қазір. Хорошо? Осы вебинарды аяғына дейін қараңыздар, отырыңыздар. Енді біз специально осыны сағат 9-ға қойып отырмыз ғой. Өйткені адамдардың барлығы уже жұмыстарын бәрін не қылып, қарындарын тойғызып, ана жерде сериалымыз осы вебинарды көрсінші деп, ақша табатын бірдеңкені көрсінші деп, әдейі сағат 9-ға қойып отырмыз. Так, саламатсыз ба? Көп балалы анамын, кредитім бар дейді, курс сатып алуға ақшам жетпейді, қарызға оқысам бола ма? Бір
көмегіңізді беріңізші дейді. Айнұр дейді. Айнұр ханым, қараңыз, егер сіз курс сатып алуға ақшаңыз болмаса, онда бірінші ақша жинаңыз кішкене. Просто ертең қазір сіз курс сатып алуға ақшаңыз болмаса, сіз тендерге қатысуға да ақша керек. Түсінікті ма? Өзіңізде қалтаңызда ақша болу керек та. Сол үшін хотя бы ақша жинап алыңыз, бір 100 мың теңге, 200 мың теңге ақша жинап алыңызшы, бір 200 мың теңге ақша жинаңыз, сол кезде сіз тендерден көбірек ақша табуға болады. Сәлсі енді байи алмайсыз, 200 мың теңгемен тендерге қатысып байуға болмайды, бірақ айына бір 200-300 мың теңге табасыз, беймарал үйде отырып та табуға болады. Ал баю үшін бір кем дегенде 10 миллион, 15 миллион, 50 миллион оборотқа ақша салу керек. Сол кезде сіз 2-3 тендер жауып, содан ары қарай баюға болады. Түсінікті ма? Енді былайша жалпақ тілмен айтып жатырмын да. Ассалаумағалейкум, Арике, сантехника, услуга, работалар бар ма тендерге маған дейді. Қараңыз, уағалейкум ассалам, егер сізде мысалы үшін сантехниканың товарлары болса, немесе сіз сондай бір работа, услугалармен айналысатын болсаңыз, онда пожалуйста, кіріңіз. Сізге сантехниканың жұмыстары бар, сантехниканың услугалары бар, сантехниканың товарлары бар сізге. Сіз білесіз ғой, мысалы үшін сантехниканың трубалары қанша тұратын, фитинг, митинг, муфта деген қанша тұратын білесіз, дұрыс па? Ана қара шлангілері бар, SDR дей ма, не дейді, сондай шлангілері қанша тұратын білесіз. Кәдімгі ПВХ, полиэтиленовый трубалар қанша тұратын білесіз. Ана ішінде стекловолокна деген сияқты. Оны менде хабарым бар, смесителдер қанша тұратын білесіз. Жаңағыда унитаздар қанша тұратын білесіз. Міне сондайлардың тендерлері былай. Так, мына жерде Бағлан дейді, тендер деген не ол? Қалай қатысамыз дейді. Бағлан, осы вебинарды аяғына дейін қараңыз. Тендердің кәдімгі бір Т деген әрпін сіз үйренетін боласыз. Хорошо? Тендер деген не, одан қалай ақша табыңыз және қалай қатысуға болатын, осы вебинардың аяғына дейін көрсеңіз, мен сізге айтамын осыны. Так, ассалаумағалейкум, аз ақшамен қатысуға бола ма, брат дейді. Конечно, родной, аз ақшамен қатысуға болады деп сөйлейміз ба, не дейміз? Уағалейкум ассалам, конечно болады, 100 мың теңге, 200 мың теңгемен де қатысуға болады. Мен өзім сондай тендерден, сондай ақшамен бастаған, аз сумадағы. 5 мың теңгелік, 10 мың теңгелік, 20 мың теңгелік тендерлерде бар. Нандай бір кружка сатып алатындар бар. 2 кружка сатып алатындар бар. 2 мышка сатып алатындар бар. Олардың бәрі кімдер? Мемлекеттік мекемелер. Түсінікті ма? Тоже вебинардың аяғына дейін көріңіз, мен сіздерге неше түрлі тендерлер көрсем, 100 мың, 200 мың теңгелік тендерлерді. Оны қайдан көруге болады, қалай қатысуға болатынын да мен сіздерге айтатын боламын осы жерде. До конца көріңіздер бірақ. Хорошо? Тағы да бір мына жерде біраз сұрақтар болып отыр. Қазір бізде әлі алда сұрақ жауап болады. Вот сол кезде мен сіздерге айтатын боламын. Бірақ бүгін араларыңыздан бір кісіге мен инвестор боламын. Ол кім? Мынау бізде курс бар ғой, сол курсқа жазылған кісілерге мен инвестор боламын. Одан кейін өзімнің бір авторлық курсымды араларыңызда біреуге сыйлайтын боламын. Ол курс негізі адамдарға миллиондап ақша алып келіп жатқан курс. Құндылығы өте жоғары. Түсінікті ма? Бұл андай бір психологический, болмаса домбыра үйрену, немесе английский үйрену, немесе бір сондай емес, бұл ақша алып келетін курс. Ақша, барлық адамның проблемасы ақша ғой, көбірек тапсамға не істерін білмей жүрген жігіттер бар. Вот солардың барлығына осы вебинарда мен көрсететін боламын. Қалай ақша табуға болатынын айтатын боламын. Сондай курсты мен сіздердің араларыңызда біреуге атам, былайша айтқанда. Түсінікті ма? Сол үшін аяғына дейін қарап, мұқият тыңдап отырыңыздар. Бұл жерде бір ауа емес, барлығы практика жүзінде дәлелдеп мен сіздерге көрсем. Кімдер ақша тауып жатыр, қалай жетістікке жетіп жатқанын да көрсетем. Түсінікті ғой? Жаңа сұрақ қойып жатыр ғой, работа, услуга бар ма, ет бар ма деген сияқты. Соларды көрсетеміз. Работа, услугамен айналысатындардың қалай ақша тауып жатқанын көрсетеміз. Живой пример кәдімгі. Все, кеттік.
тендерді үйренем, ол не деген адамдарға жаңа Бағланбет кім еді сұрады ғой жаңа. Бүгінгі мен сіздерге айтатыным осы вебинарда біздің үйренетініміз тендер деген не, оған қалай қатысамыз, не керек оған қатысу үшін, сосын қалай көп ақша табамыз. Мінекей осы туралы әңгіме бүгін. Түсінікті ма? Аяғына қарап отырыңыздар. Бірақ танысып кетейік. Мен кіммін? Мен есімім Арслан болады. Осы Чимкентте тұрамын. Негізі Жетісай ауданының тумасымын. Сол жақта өскем, әке-шешем сол жақта, ағайын туысқандарым барлығы сол жақта, өзім сол жақта жүріп, строительствомен айналысып жүріп, бригадам болды. Солармен сол строительствомен айналысып жүріп, осы тендерге қатыстым. Мен ойлайтын тендерге қатысу үшін үлкен ақша керек, строительный, кәдімгі көп адамдардың білетін сияқты, менде де сондай ой болды да. Бірақ мен сол кезде бір ойыма түсті, біреулерден естіп қалдым, товарында тендерлер бар екен, біреу канцелярский товар, бірдеңкелер поставка жасап жүрген естіп қалдым да, тендерде сонда товарында тендерлер бар ма не сонда? Маған да қатысуға болатын шығар, бола ма дегенім, болады ғой деді да. Үйренсең болады ғой деді. Сонымен өзім үйрендім, іздендім, YouTube, бірақ госзакуп емес. Мен қиыннан бастадым да, өйткені білмеймін ғой әлі. Үйрететін ешкім жоқ ол кезде. Бір өте көп қателіктер жасадым. Ол қателіктердің әрқайсысы минус 50 мың теңге, минус 100 мың теңге, 200 мың теңге минус алып келді маған. Әлі күнге дейін өткенде де сол бұрынғы ең бірінші жасаған қателіктерден әлі күнге дейін зардап шектім мен. Түсінікті ма? Сол үшін бір жол көрсететін адам болмады да, былайша айтқанда. Солай бастаған. Жаңа бір кісілер айтып жатыр ғой, аз ақшамен де бастауға. Болады аз ақшамен. Мен 100 мың теңгемен бастаған кезінде. 100 мың теңгеге товар сатып алып, апарып беріп, соны 151 мың теңге заказчик маған аударды. Одан кейінгі тендерім 500 мың теңгелік болды. Оны мен 250 мың теңгеге товарды сол істетіп, товарды жасатып қолдан. Сөйтіп оны апарып беруге біреуден ақша алдым. Сосын соны заказчикке апарып бердім дағаны, маған 501 мың теңге аударды. Оны мен снимать етіп алып, жаңа қарызымды бердім. Сосын өзім қалтама бір 350 мың, 400 мың теңге қалтама алды. Міне осылай көбейткен мен. Одан кейін уже инвесторлармен жұмыс жасадым. Ешқандай ақшасыз бастаған деген емес, сен просто ешқандай ақшасыз деген жаңа ана апай жазды ғой. Менде ешқандай ақша жоқ, қалай қатыссам болады деді ғой. Олай емес. Ешқандай ақша жоқ деген нөлден бастап істей алмайсың әрине. Даже ИП-ту ашу үшін, бір тендерді ұтып алып оны апару үшін кішігірім болса да ақша керек та. Мен 100 мың теңге, 200 мың теңгені ол ешқандай ақшасыз бастау деп айтар едім да. Өйткені ол аз ақша негізі. Так, одан кейін 30-ға жуық инвесторлармен жұмыс жасаймыз, өйткені біз өзімізде инвестормыз. Мен көп ең бірінші сол 500 мыңдық сондай майда шүйде тендерлерге қатысып жүрген кезде уже крупный тендерлерден көпне ақша тапқым келді. Вот сол кезде мен бірінші очередь мен көп тендерлер ұтып алдым. Договорлар, дайын договорлар ұтып алдым, маржасымен, пайдасымен. Сосын өзім достарыма көрсеттім, ағайын, туысқан, бажа, группалас, класстас. Көбісі маған, қойш, болмайды, ол қорқат адамдар, ше. Жаңағыдай лақтырып кетпей ма деген сияқты. Қалай сонда заказчиктер лақтырып кетеді деп ойлайды да. Сөйтіп арасына түсінгендер болды, олар маған ақша салды. Сосын мен олардың ол тендерден көп ақша таппасам да, әйтеуір соларға көбірек ақша бердім. Өйткені ол инвестор маған бір рет ақша салғаннан кейін екінші рет, үшінші рет ақша салу үшін. Бірінші пайданы ойлаған жоқпын да, өзімнің пайдамды ойлаған жоқпын. Ана жақта бала шағада қылқынып жатыр, мынандай керек, мынандай керек деген сияқты. Бытовой жаңағыдай бір проблемаларын айтып, кішкене шыдаңдар, бәрі нормально болады деген сияқты. Міне осылай инвесторлармен, қазір сондай инвесторлардың 30-ға жуығы бар. Дәл қазір 10 миллион, 20 миллион саламыз, ареке не бар деп атқан адамдар бар. Біз оны өзіміздің қазір оборотта жүрген ақшамыз бар, инвесторлардың ақшасы бар, оны біз өзіміздің договорларымызды жауып жатырмыз. Одан кейін кейбір курсанттарымыз, нормально, жақсы жұмыс істеп жатқан курсанттарымыз өзінің проектілерін әкеліп береді. Вот сол кезде біз соларға ақша саламыз. Түсінікті ма? Сіздерге де біз ақша салу. Не үшін мен 1 миллион біреуге инвестиция жасаймын деп жатырмын, инвестор боламын деп жатырмын. Өйткені инвестор болу үшін мен оған бір
оның бір жақсы бір проектісіне ақша саламын да, сосын үстіндегі пайдасын мен бөлсем. Ол да пайда табады, мен де пайда табамын. Мен инвестордың ақшасын солай айналдырғым келеді да. Түсінді ма? Өйткені ол алғаннан кейін оған жауапкершілік бар да, көбейту керек. 200-ге жуық келісім шартты 2020-да бітірдік. Өте жақсы жаптық. Кейбір ол кезде ең көп біздің келісім шарттар медициналық тауарлар болды. Мысалы үшін пульсоксиметр, маска деген сияқты, антисептик деген сияқты нәрселер, компьютерный техникалар болды, жұмыстар жасадық. 1000-ға жуық курсантты бүгінгі күнге дейін оқыттық. Мен 2016 жыл бастасам, сразу мен курсанттар оқытқан жоқпын. 2 жыл жұмыс жасадым. 2018 жылы уже көп адамдар келе бастады маған. Маған да үйретші, көрсетші, Арике бізге де үйретші деген сияқты. Кейбір инвесторлар, даже маған ақша салып жүрген инвесторлар уже тендерде ақша бар екен, реально ақша тауып отқанын көрді да, өзінің таныстарын, өзінің інісін үйретіп маған, сөйтіп маған ақша салмай қойды. Өйткені өздері қатысып жатыр қазір. Көрдіңіз ба? 20-ға жуық сол курсанттардың ішіне 2018-ден бері оқыған курсанттардың ішінде қазір 20-ға жуық курсант ай сайын миллион табады. Кәдімгідей, ай сайын кейбіреулер айтпайды, одан да көп негізі, бірақ кейбіреулер айтпайды, бізге известный, мысалы үшін бізге белгілі 20 курсант. Одан да көп курсанттар ай сайын кейбіреулер табады, біраз уақыт таппайды, жұмыс істемейді, сондай. Қазақстанда біз қазір номер 1-міз деп айта аламыз, өйткені қазақ тілінде біз қазақ аудиториясын осы тендерге қатысып, тендердегі өздерінің бір сауатын ашсыншы деп, осы қазақ аудиториясына жұмыс жасап жатырмыз. Қашанғы олар стройка жасап жүре береді? Қашанғы олар базарда грузчик болып жүреді? Не үшін орыстар грузчик емес? Не үшін стройканы орыстар істемейді? Неге біздің қазақтар істей береді? Қашан біздің қазақтар бүйтіп документальный бүйтіп отырып, барып ананы үйтіп, мынаны бүйтіп жұмсай алады? Нормально жігіттер жүр да. Так, кеттік ары қарай. Кез келген мемлекеттік мекеме өзіне керек тауар, работа, услуганы тек қана тендер арқылы жариялайды. Және ол, мысалы үшін бір сайтқа жарияласа, ол тендер болады. Түсінікті ма? Яғни барып бір жерге договор жасап істей алмайды, тек қана бір сайтқа жариялайды оны. Мысал үшін бір мектеп өзіне телевизор сатып алғысы келеді, оны gov.kz деген сайтқа, арнайы мемлекеттік мекемелер ғана жариялайтын сайтқа сол телевизорды объявлениеге шығарады. Мына экранды қазір скриншот жасап алыңыздар, gov.kz деген сайтқа өздеріңіз кіріп көрсеңіздер болады. Одан кейін хабарламада сол объявлениеде телевизордың толық техникалық сипаттамасы жазылады. Мысалы үшін, экранның үлкендігі 81 диагонал, Smart TV деген сияқты. Мысалы үшін, Full HD деген сияқты. Вот сондай характеристикасы жазылады. Сосын бағасы беріледі ол жерде, одан кейін жеткізетін орны, қай жерге жеткізу керек оны, қай жерге апару керек. Я, сіз ұтып алсаңыз тендерді өзіңіз алып барасыз. Одан кейін қанша уақытта жеткізу керек. Соның барлығы сол жерде техникалық сипаттамада жазылып тұрады. Ол тендерге кез келген 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматы қатыса алады, бірақ тек қана ИП немесе ТО ашу керек өзінің атына, немесе басқа бір ағайын, туысқан, әке-шешесінің немесе күйеуінің, әйелінің атына ИП ТО ашып, егер бар болса, сонымен де қатыса алады. Сонымен сол жерге кіріп заявка жіберу керек. Өйткені мемлекет тек қана кәсіпкерлермен ғана жұмыс жасайды. Кәсіпкер деген ол кәдімгі ИП ТО-сы бар тіркелген азаматтар. Так, тендерге қатысушылар заказчиктің берген бағасын тиімділігін тексеріп өз бағасын береді. Яғни, сіз бір ИП-мен заявка жібердіңіз, өзіңіздің бағаңызды жазасыз. Мысалы үшін, заказчик 150 мың теңгеге бір телевизордың штугын жазса, ол телевизор базарда 100 мың теңге тұрса, сіз өзіңіздің бағаңызды жібересіз. Жолды есептейсіз, сөйтесіз дағана, мен бұл телевизорды сізге 120 мың теңгеге әкеп берем деп, 120 мың деп бағаңызды жазып жібересіз. Сіздің ол бағаңызды ешкім көрмейді. Сіздің конкуренттеріңіз де көрмейді, заказчик те көрмейді. Түсінікті ма? Сол мектептегілер де көрмейді.
Оны қашан көреді? Сіз сияқты тағы да сіздің конкуренттеріңіз де бағасын береді. Бір определенный бір уақыты болады. Мысалы үшін, бірінші ақпанға дейін осы тендерге заявка жіберу керек десе, сол бірінші ақпанға дейін қанша адам заявка жібереді, сол адамдардың ішінде барлығы өз бағаларын жібереді. Сол адамдардың ішінде кімнің бағасы төмен, соны жеңімпаз деп таниды. Түсінікті ғой? Қатысушылардың арасында ең төмен баға берген сол жеңімпаз болады, мемлекеттік мекемемен, сол мектеппен келісімшартқа отырады. Яғни келісімшарт кәдімгі договорға отырады. Ол договордың ішінде қанша уақытта ақшаны аударады, товарды апарған кезде қандай документ керек, ол қалай толтырылады, соның барлығы жазылады. Түсінікті ме? Рисктар, ешкімді алдап кетпейді ол жерде. Сіз де алдап кетпейсіз заказчикті, заказчик сізді де алдап кетпейді. Өйткені ол мемлекеттік мекеме. Ол ешқашан лақтырмайды. Просто бұл жерде барлығын красиво жасау керек, әдемілеп тұрып жасау керек. Түсінікті ғой? Так, келісімшартта көрсетілген уақытта сіз тауарды жеткізіп бересіз. Одан кейін тауарды жеткізгеннен кейін заказчик сізге 30 күннің ішінде ақшаңызды аударады. Может быть, бір аптаның ішінде, может 2 күннің ішінде, может 20 күннің ішінде ақшаңызды аударады, может 1 айдың ішінде ақшаны аударады. Егер 1 айдан кешіксе, сіз оны сотқа беруге дайын. Сотқа бере аласыз. Имеете право сотқа беруге. И кешіккен күніне сіз пеня сұрай аласыз. Түсінікті ме? Пеня. Яғни сізге ақшаңыз кешіктірген үшін ол пеня төлейді. Қатысу үшін goszakup.gov.kz деген сайтқа тіркелу керек бірінші очередь. Одан кейін тариф қосу керек. Тариф деген не ол? Мысалға, тендерге қатысатын адамдардың әртүрлісі болады. Біреулер ақшасы аздар бар, ақшасы көптер бар, ақшасы вообще көптері бар. Соларға арнайы тарифтер жасап қойған. Бұл 2019 жылы қолға алынды. 2020 жылда әр жылы ол тарифтің бағасы көтеріле берді. МРП-нің бағасы көтерілген сайын, бұның да бағасы көтеріле берді. Мысал үшін 1 миллионға дейінгі тариф бар. Яғни, ол тарифті сіз қоссаңыз, тек қана 1 миллионға дейінгі тендерлерге ғана заявка жібересіз. Ол тариф қанша тұрады? 1 МРП тұрады. 2917 теңге. Бір рет төлейсіз мемлекетке, сосын жылдың соңына дейін 1 миллионға дейінгі тендерлердің керек десе 1000-на дейін қатыса аласыз. Күніне 10-15-не қатысуға болады. Түсінікті ме? Одан кейін 10 миллионға дейінгі тендердің нелері бар, тарифы бар. Одан кейін 100 миллионға дейінгі тариф бар. Одан кейін миллиард, сосын безлимит деген бар вообще. Нандайларды болды. Тарифтен бөлек шотыңызда ақша тұрады. Ол ақша, ол қандай шот? Сіз регистрация жасаған кезде, порталға тіркелген кезде әркімнің өзінің личный кабинеті болады, сол жерде лицевой шот болады. Сол лицевой шотта сіздің ақшаңыз тұру керек. Ол примерно бір 10 мың теңге, 15 мың теңге. Егер мен күніне 10-15 тендерге қатысам десеңіз, онда 100 мың, 200 мың теңге сап қойыңыз. Ол ақшаға ешкім теспейді. Ол ақша сіздің личный кабинетіңізде, өзіңіздің лицевой шотыңызда тұрады. Оны қалаған уақытта ақша керек болып қалса, қайттан снимать етіп ала аласыз. Түсінікті ме? Қайтадан возврат қылып ала аласыз. Ол не үшін керек? Керек сіздің ақшаңыздың бар екенін көрсету үшін сол жерде. Мысалы үшін 500 мың теңгелік тендерге қатысқыңыз келсе, соның 1% сол жерде тұру керек сізде. Түсінікті ғой? Түсінікті деп ойлаймын. Мынаны скриншот жасап алыңыздар тағы да. Хорошо? Скриншот жасап алыңыздар. Так, 100 мың теңгемен бастауға бола ма? Әрине болады. 100 мың теңгемен де бастауға болады. Мен жаңа айттым ғой, мен өзім 100 мың теңгемен бастағам. Ол қалай? Мысалы үшін 150 мың теңгелік тендер бар, немесе 200 мың теңгелік тендер бар. Сіз сол 200 мың теңгелік тендерлерді іздейсіз. Егер қалтаңызда 100 мың теңгеңіз болса. 200 мың теңгелік тендерлерде, мысалға 200 мың теңгелік бір 2 сварочный аппарат дейік, немесе бір 2 телевизор дейік. Ол телевизордың бағасы өзі бір 70 мың теңге тұруы мүмкін. 70 мың теңге тұрады, екеуін қосқанда 140 мың теңге. Сіз өзіңіздің маржаңызды қоясыз үстіне, пайдаңызды. Сөйтіп, бір 20-30 мың теңге қоясыз үстіне. Мысалы үшін 20 мың теңге қойыңыз, 160 мың теңге деп өз бағаңызды жібересіз. Получается, сіз 140 мың теңге сол тендерді сатып сол товарды сатып аласыз. Одан кейін
немесе 100 мың теңгелікті затқа қатысыңыз. Чтобы сізде 100 мың теңге бар ғой, сол 100 мың теңгеге сатып алатындай өзіңізде қалтаңызда бар ақшаға. Сөйтіп, сол тендерді апарған екен сізге 160 мың теңге аударады. Получается, үстінен сіз пайда табасыз. Сөйтіп өз ақшаңызды көбейтесіз. Мысалы үшін, қолыңызда уже 160 мың теңге немесе 140 мың теңге болған кезде, одан кейін сіз уже 250 мың, 300 мың теңгелік тендерді қарайсыз. Оны сіз 200 мың теңгеге ұтып аласыз. Сөйтіп, қалтаңызға 200 мың теңге түседі. Одан кейін сіз уже 400 мың, 350 мың, 400 мың теңгелік тендерге қарайсыз. Соған заяқ жүрсіз. Міне осылай көбейте аласыз өз ақшаңызды. Енді дәл осы схеманы тағы да 1 миллиондық, 2 миллиондық тендерлерге салыңыз. Қолыңызда 1 миллион бар, сіз уже 2 миллион, 3 миллиондық тендерлерді қарайсыз. Потому что 100 миллионға сіз товар сатып аласыз, немесе жұмысқа жұмсайсыз. Сөйтіп, заказчик сізге өзіңіздің ұтып алған суммаңызды аударады. Мысалы үшін 2 миллиондықты сіз 1 миллион 400 мыңға ұтып алдыңыз, үстінен сіз 400 мың теңге пайда табасыз. Түсінікті ме? Дәл осындай схемамен жұмыс жасауға болады. 100 мың теңгелік тендер, 50 мың теңгелік, 60 мың теңге, 70-80 мың теңгелік тендерлер бар. Олардың әр қайсының үстінен 10 мың, 20 мың, 30 мың теңге пайда қылады. Бір айда сіз средний, мысалы үшін, әр қайсынан 20 мың теңгеден пайда қалғанда, бір айда 10-15 тендер жапсаңыз, бір айда уже 200-300 мың теңге сізге таза пайда. Просто так компьютердің алдында отырып істейтін жұмыс бұл. Барлығы электронны. Ешқайда бармайсыз, документ іздеп жүрмейсіз. Тек қана товарды ғана іздейсіз, болды. Товарыңыз бар болса өзіңіз, ол вообще күшті. Оны қазір айтамын толығырақ қалай болатынын ше. Қараңыз, тендерді іздеу электронны, оған заявка жіберу электронны, одан кейін оны жабу, договорға қол қою электронны, договорға отыру электронны. Ешқандай мемлекеттік мекемеге, мектепке бар, договорға отырайын дегенмен бармайсыз ешқайда. Тендерді жабу документтері электронны, счет фактура, анау барлығы электронны. Тек қана компьютердің алдына отырып, мынау кнопкалерді былай баса алсаңыз болды. Оны да үйренуге, ол біреулерге қиын болуы мүмкін. Өйткені ауыр жұмыс істей берді, саусақтар қатып қалғанда плоскоус болып ше. Сол кішкене шұқылай берсеңіз жұмсарады. Көбірек сабынмен жуып тұру керек. Жұмсарады да, сөйтіп былай істей бересіз. Түсінікті ме? Сөйтіп бір күні уже компьютер шашатын боласыз. Мына жігіт сияқты компьютердің алдында үйде отырып істей бересіз. Даже біреулер барады да, бір кафеге барады, Wi-Fi бесплатно ана жерде. Бала-шаға не қылмайды, үйде мысалы үшін жұмыс істейтін болсаңыз, бала-шағаңыз кедергі жасауы мүмкін. Үстіңізге шығып кетеді, компьютерді басып тастайды, ол барлығымызда болған. Бір кафеге ма, кофейниге ма, ресторанға ма барастағаны Wi-Fi тегін, соның Wi-Fi-ға қосылып аласыз, бір шай алып қоясыз, чайка байтет, отырып тендерге қатысасыз. Ол зор. Мен өзім басымнан өткен ол. Даже мен кезінде мегацентр, жаңағыдай Шымкент Плаза деген жерлерде де, бұрын Шымкент Плаза жоқ еді ол кезде. Мегацентр бар. Мегацентрдің ішіне Wi-Fi бесплатно, сол жерге барып, мен компьютерді коридорда ашып отырып, сол жерде заявка жүрген кездерімде болған. Коридорда бір ненің скамейкінің үстінде, мегацентрдің ішінде ше. Кафелерге барып жіберген кезім болған. Одан кейін арзан офис тауып алдық, балдарымен ақша жинап сөйтіп, ошын солай өсуге болады. Так, мемлекеттің сатып алатын барлық нәрсесі тек қана тендер арқылы өтеді. Тек қана тендер арқылы. Ол ешқашан өзі қалтасынан наличка базардан А4 бумага әкеш, наличка бір мебель жасайтынға барып, мебель заказ, ондай жоқ. Министерство финансов ақшаны бөледі, сол тек қана счетқа аударады. Ол счеттан біреумен договор жасау арқылы, через тендер арқылы договор жасап, солай ғана ақшасын төлей алады. Түсінікті ма? Сол үшін барлығы, мемлекеттік мекеменің барлығы тек қана тендер арқылы өздеріне керек работа, товар, услуганы сатып ала алады. Так, госзакуп порталында жылына 2 миллионнан көп, 2 миллионға жуық, кейде 2 миллион одан да көп, кейде тендер объявление шығады бір жылда. Сол 2 миллиондық тендердің хотя бы бір 100-200 тендерін ұтып алсаңыз бір жылда. Ол өте керемет болады.
Так, 25 мыңнан астам заказчик тіркелген. 25 мыңнан астам заказчик. Олар өте көп. Ол қандай заказчиктер? Мектеп, аурухана, сіздің қалаңыздың өзінде қаншама аурухана бар, қаншама мектеп бар. Мен айтайын сізге, Сарыағаш ауданының өзінде 80 мектеп бар. Ар жағында Жетісайда вообще тағы да 70-80 мектеп бар. Ойлай беріңіз енді, Қазақстан бойынша қаншама да оның барлығы. Әкімшілік, налоговый, жаңағыдай тұсондар, тағы не бар, мысалы үшін СПК Шымкент, мысалға, тағы не бар, мысалы үшін жаңағыдай әскери бөлімшелер, өте көп, ветеринарный, Қазватқоз, өте көп заказчиктер. Министерство, бір жылға бөлінген сома 2020 жылға 5 триллион 595 миллиард ақша. 5 триллион деген сөз мен сіздерге айтайын. Примерно 15 миллиондық квартираның 400 мың квартира сатып алуға болады. 400 мың штук квартира. Камри 500-ден, мысалы үшін, 500 мың камри сатып алуға болады. 500 мың камри 70-ден. Так, тендердегі сатып алудың өзінің түрлері бар. Әр түрлі. Мысалы үшін, баға ұсынысы арқылы сатып алуға болады, яғни ценовой предложение. Өркен ашық конкурс, сосын аукцион. Баға ұсынысы деген ол 500 теңге, 200 теңгелік тендерден бастап 10 миллионға дейінгі тендерлер. Ал открытый конкурс тоже 100 мыңнан жоғары ары қарай кете береді. Миллиардқа дейін кете береді. Триллионға дейін кете береді. Открытый конкурс деген ең бір ашық конкурс қой, ең бір адамдардың таласатындары сол. Ойламаңыздар, ол ашық конкурсқа ол жерде үлкен суммадағы тендерлерді аламаймыз. Сіз мысалы үшін 100 миллион, 200 миллиондық тендерлерді аламайсыз. Ол жерде егер мықты документация жағынан мықты болатын болсаңыз, мен мысалы үшін ала аламын өзім. 100 миллион, 200 миллиондық тендерді мен өзім ала аламын. Өйткені өзіме сенем да. Нарушение болған жағдайда не істеу керек, оны барлығын білемін. Ал сіз новичок болсаңыз, онда ондай тендерді қарамай қойыңыз пока. Сіз 10 миллиондық, 5 миллиондық, 1 миллиондық, немесе 100 миллионға дейінгі тендерлерді қарай беріңіз. Ешқандай нарушениені байқасаңыз да, мен сізге көмектесем ол жағынан. Ал миллиардтық тендерлер, олар енді кәдімгі ашық конкурс өтеді, бірақ ол жерде жеңімпаз анықталып қояды. Ол жерде енді серьезный коррупция бар ол жерде. Оны мойындау керек конкретно. Аукционда сондай, одан кейін бұдан да басқа тендердің түрлері өте көп. Ол алдағы уақытта айтамыз. Өйткені бізде қазір кішкене уақыт тапшы да. Қараңыздар, мынау менің қазір личный кабинетім. Мына жерде Қамбаров Арслан деп жазылып тұр. Мен өзімнің тоғым, мен жаңа айттым ғой, 2016 жыл бастағам, 2016 жыл біреудің епісімен бастадым, одан кейін 2017 жылы мен өзімнің осы тоғымды ашып, осымен қатысып жұмыс істеп келе жатырмын. Так, осы жерде, мына личный кабинетте, мына жерде тариф активен дейді, қараңыз. 100 миллионға дейін біз тариф қосып қойдық, ол бізге нормально болады. Одан кейін профиль участника деген жерде лицевой счет деген бар. Жаңа мен айттым ғой, лицевой счетта ақша болу керекпіз. Осы жерде сіздерде ақша тұрады. Бізде 61 мың теңге тұр, ертең тағы да саламыз. Керек болса қайтып снимать етіп аламыз, онша. Одан кейін рабочий кабинет деймін да, поиск объявления деймін. Яғни мен объявление іздеймін осы жерден. Қарап отырсаңыздар, мына жерде фильтр болады. Осы фильтрге жаңа бір кісілер жазды ғой, сантехникамен айналысамын. Мына жерге жазсаңыз болады, сантехника деп жазсаңыз болады. Наименование деген жерге. Мына жерде, мысалы үшін, способ закупки деген жерде сіз өзіңіздің тендердің қандай түріне қатысасыз, соны таңдайсыз. Мысалға, запрос ценовое предложение, открытый конкурс, аукцион деген сияқты. Мына жерге статусын жазамыз. Мен, мысалы үшін, мына жерге запрос ценовое предложение деймін. Яғни 10 миллионға дейінгі тендерлерді іздеймін осы жерден. Статусына опубликован прием ценовых предложений деймін. Яғни дәл қазіргі жарияланып және заявка қабылдап жатқан тендерлер. Мына жаққа суммасын жазсам болады. Егер сіздерде тариф 1 миллионға дейін болса, онда 1 миллион десеңіз 1 миллионға дейінгі тендерлер шығады. Мына жерге место поставки жазуға болады, мысалы үшін. Сіз Ақтаудан болсаңыз, Ақтау десеңіз, тек қана Ақтаудың ғана тендерлер шығады. Еш нәрсе жазбасаңыз, Қазақстан бойынша шығады. Сіздерге Қазақстан бойынша іздеуді
кеңес беремін. Өйткені мен өзім ең бірінші ұтып алған тендерлерім ол Шымкенттің тендері емес, ол Қазақстан бойынша мен қатысқанмын. Мысал үшін, мен өзімнің алғашқы тендерім осы басқа қаладан болған. Шымкенттен емес. Мысалы, Арқалықта мен пластиковый трубалар ұтып алдым, мынандай сотка труба дейді, канализационный 2 метрлік сотка труба, толщинасы 2,2 ма, или 1,8 ба, сондай толщинасы. Точно есімде жоқ, ол біраз болды ғой. Сол кезде 200 штугын ұтып алғанмын. Пайдасы бір 30 мың теңге қалтама қалған. Оны мен қайдан таптым? Мен оны Шымкенттен алып салып жүрген жоқпын. Мен оны сол Арқалыққа жақын қала, ірі қала, ол Астана болды. Сол Астанада осы жаңа сантехника деп жазып отыр ғой жаңа кісілер. Вот сантехникамен айналысатын кісілер біледі. Астанада Kaiser Engineering деген компания бар. Производитель, который осындай трубалар шығаратын. Вот соларға звондадым, и олар маған бағасын айтты, мен келістім үстінен. Сосын оларға сату менеджерін айттым, мен бұл товарды Арқалыққа жеткізуім керек. Маған газель шақырып, соны салып, соны Арқалыққа жеткізіп берші деген кезде, ол хорошо деді, сөйтіп салып Арқалыққа жеткізді. Арқалықта заказчикке звондап айттым, мынандай газель келе жатыр, давай соны күтіп алыңыз. Все хорошо. Сөйтіп ол газель күтіп алды, газельді санап алды, ішіне бір 2-3 штугы сынған екен. Сөйтіп сынған екен, ол жаңағыдай айтты, тағы да 2 штугы сынған, енді соны әкеп бер деді. Мен алып барамаймын ғой оны. Оған бұл бір газель жалдамаймын одан кейін. Сосын мен заказчиктің өзіне айттым, давай сен карточкаңа ақша жіберейін, өзің базардан алып сатып алып қоясың. Все хорошо деді, өзі қоя салды. Ал документін, мысалы үшін накладной, товардың накладнойын мен почта арқылы оларға салып жүрдім. Мінекей осылай телефон арқылы, барлығы телефон арқылы бітіп отырды. Мен Шымкентте отырып, ана жақтан бір тірлікті бітіріп алдым да. Мінекей дәл осылай істеуге болады оны. Қазақстан бойынша іздеген дұрыс негізі. Тек қана өз қалаңыздан емес. Енді әрине бірінші практика жүзіне ең бірінші қатысып отқан кезде сіз өз қалаңыздан жақын жерден іздегеніңіз дұрыс. Қазір енді мен сіздерге осы жерде Қазақстан бойынша қандай тендерлер бар екенін, және соларға қазір заявка жіберіп көрсететін боламын. Так, ценовой предложение. Дәл қазір бізде мына жерде мысалы үшін предмет закупкада біз товар деп көрсете аламыз. Товар и найти деймін. Дәл қазір товардың тендерлері шықты қазір. Мінекей қараңыздар. Тек қана товар, бумага дейді, ай-92 бензин дейді, перчатка дейді, мысалы үшін 541 мың теңгеге. Міне 200 мың теңгелік, 300 мың теңгелік тендерлер бар екен. 93 мың теңгелік тендерлер бар. 1 миллион, мысалы үшін 4 миллион, міне көрдіңіз ба? Приобретение канцелярских товаров дейді, 61 мың теңге. Приобретение хозтоваров, прочих запасов дейді, мысалы үшін кез келген товар, ішіне 4 түрлі товар бар екен, ішіне кіріп көреміз. Количество поданных заявок 0, әлі ешкім заявка жібермеген, және оставшееся время 6 күн 19 сағат, яғни 6 күн қалған тендердің бітуіне біз соған дейін, сол 6 күннің ішіне біз заявка жіберіп үлгеруіміз керек. Түсінікті ме? Заказчик кім? Коммунальный государственное учреждение, централизованная библиотечная система, Баянауылский район, отдел внутренней политики дейді. Лотқа кіреміз. Қандай товарлар? Лампа светодиодная, 70 ваттық LED дейді. 250 теңге дейді. 70 ваттық LED. 14, E14. Енді мен білмеймін қанша тұратын. E20 150 ваттық 450 теңге дейді. Мына 150 ваттық 450 теңге тұрмайды. Одан қымбат тұрады. Порошок дейді. 300 теңгеден штуга. Сосын веточ дейді. Хлопчато бумажный ткани дейді. 18 мың теңге 1 рулона. Мінекей достар, осындай товарлар. Егер сіз осы товарларды білетін болсаңыз, онда осыған заявка жіберуіңізге болады. Мысалы үшін, мне кажется, мына жерде бағасы өте төмен. Мен бұл тендерге қатыспаймын, ары қарай кете беремін. Енді бұл тендерге ешкім бағасы төмен деп қатыспаса, бұны қайтадан переобъявление шығарады, бағасын өзгертіп шығарады. Так, товар общего назначения 60 мың теңге дейді, бензин дейді, канцелярский товар 27 мың, контейнер 40 тонник дейді, 750 мың дейді, кіріп көрейік, 40 тонналық контейнер керек дейді. Мінекей, техническая спецификация морской контейнер 40 футовый дейді, стандартный. 750 мың теңгеге бір штугын аламыз дейді, размері барлық жазылып тұр, техникалық характеристикасында. Енді бұл техникалық характеристикасы бұл емес, мына жақта документация деген жер бар. Осы документацияға кіреміз, мына жер техническая спецификация деген бар, мына көрдіңіз ба?
осы техникалық сипаттамаға кіреміз. Мына техникалық сипаттама документ деп тұр, осыны копировать етіп аламыз и ашып көреміз. Қараңыздар. Мынандай техникалық сипаттама шығады. Мына жерде техникалық сипаттама жазылған бір дана жеткізу орны Алматы облысы Қарасай ауданы Көлді ауылы дейді. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу уақыты тапсырыс берушінің өтінімі бойынша. Яғни қазір ұтып аласыз, ол қашан заказ береді, ол сол кезде алып барасыз. Может ол майда заказ береді, может ол сентябрьде заказ береді. Вот сол кезде заказ берген кезде алып барасыз. Дәл қазір ұтып алып қоясыз, договор жасап қоясыз. Ол звондап әкеле бер деген кезде алып барасыз. Так, мінекей мына жерде жазып қойыпты, морской контейнер 40-футовый стандартный дейді. Енді бұл контейнерді сол Алматы облысынан қарау керек. Мен Шымкенттен қазір көп, бұл тауып алуға болады да, бірақ апарам дегенше өте үлкен ақша болады. Сол үшін сол Алматы облысынан тапқан дұрыс болды. Сол кезде бізге выгодно болады. Алматы облысынан бұндай 40-футовый контейнерлер өте көп. Көп жерде баға да төмен болады. Сол үшін сол жақтан қараған дұрыс. Так, мына жерде толық сипаттама жазылған. Осы жерде не жазылған, сіз соны алып барасыз. Товар должен быть без дефектов, ржавчины, окрашенный. Цвет контейнера дополнительно согласуется с заказчиком. Доставка, погрузка, разгрузка, монтаж, установка осуществляется за счет поставщика на указанное место заказчика. Место поставки товар, контейнер, адрес указанный заявка дейді. Высокий, широкий, размер 40-футовый дейді. Объем 79 куб, состояние новый дейді. Енді новый контейнерлер ондай баға тұрмауы мүмкін, одан да қымбат тұруы мүмкін. Бірақ новый сияқты, типа жаңағыдай бір ржавчина жоқ, сондай контейнер апарып беруге болады негізі. Так, енді мен бұған қалай заявка жіберемін? Доступный действие деген бар мына жерде, соны басамын. Доступный действие, мына жерде юридический адрес шығады. Мына жерден ик дегенді бассам, банк шығады. Яғни менің тоомның банкі. Счеты, банктегі счеты. Далее деймін. Так, мінекей мына жерде контейнеріміз тұр біздің, мына галочка қоямын, добавить деймін. И далее деймін. Мен дәл қазір бір тендерге қатысып жатырмын, достар. Бір тендерге заявка жіберіп жатырмын. Соны внимательно қараңыздар. Обеспечение заявка дейді. Обеспечение заявка деген не? Ол осы тендердің 1%. Мен соны қамтамасыз етуім керек. Добавить. Деньги с электронного кошелька. Яғни менің электронный кошелегімдегі ақшадан ұстайды. Ол қанша теңге? 7500 теңге. Менің электронный кошелегімнің бір 40 теңге қалған болса, соның 7500 теңгесін ұстап болады. Кейін мен ұтып алмай қалсам, бұны қайтарып береді маған. А егер ұтып алсам тендерді, сол контейнерді апарып болғаннан кейін барып, о, рахмет болды деп актке қол қойып ақшамды аударған кезде қайтарып береді маған. Сол ақшаммен бірге қайтарып береді. Түсінікті ма? Сохранить деймін, сосын назад. Вернуться заявку. Енді мына жерге описание товар деген бар, мына соны добавить деймін. Осы товар туралы толық жазу керек, бірақ мен оны жазбаймын, бұл ешқандай бір әсер етпейді оларға. Бұл жерге жазсаң да жазбасаң да сол 40-футовый контейнерді жазуға апарып береміз біз. Сол үшін сохранить деймін, и болды. И вернуться заявку. Мінекей екі обязательно деген екі документ мен қазір тіркедім. Галочка болып тұр. Енді далее деймін. Енді барып, мен осы жерге өзімнің бағамды жазамын. Мысалы үшін заказчик бір штугына 750 мың берген, и общий суммада 750 мың. Мен мына жерге мысалы үшін 680 мың теңге деп берсем болады. Мысалы үшін, енді мен оны қанша тұратынын конкретно білмеймін, тексеріп көрген жоқпын. Бірақ мен қазір осы бағамен жібере беремін. Бірақ сіздер бұны жақсылап тексеріп аласыздар бірінші. Дәл осындай бағадан бар ма, жоқ па? Мен просто сіздерге заявка жіберу қандай екенін осы жерде көрсетіп жатырмын. Подписать цены, выбрать сертификат. Осы жерде, егер ИП-мен қатысып жатсаңыз, ИП-ның ЭЦП ключімен, ТО-мен қатысып жатсаңыз, ТО-ның ЭЦП ключімен заявка жібереміз. Мінекей, подписать етеміз. Рабочий стол біздікі, тізере сервис.
ECP ключ госпен подписать етеміз. Мына, ваше ценовое предложение принято дейді. Енді далее деймін. Далее дедім. Мына жерге екі жерге галочка қоям. Подтверждаю, что цена за единицу включена все расходы, яғни жеткізу, налог полок барлығы осыған кіреді деймін. Сосын договормен келсемін, договордың условияларымен келсем, онымен танысып шықтым деп тоже галочка қоям. И подать заявку. Вы согласны с указанной суммой ценовое предложение на лот дейді. Сіз өзіңіз беріп атқан ценаға келсесіз ба дейді. Біз да дейміз. Мінеке сол кезде біздің заявкамыз кететіні қараңыз. Подано дейді. Статус подано. Енді оны қайдан көреміз? Мысалы үшін рабочий кабинетке кіремін де, мои заявка деген жерге кірем. Осы жерде біздің уже жіберген, заявка жіберген тендерлеріміз тұрады осы жерде. Мінеке. Мына жерде бізде контейнер, Казахский научно-исследовательский институт, животновство дейді и кормопроизводство дейді. Міне қараңыз. Біз қазір ғана подано болды. Заявкамыз и 6 күннен кейін бітеді. Енді мен осыны осы 6 күннің ішінде отозвать етіп салам болады. Яғни заявкамды қайтып алуыма болады. Мынаны басамыз, действияны. Сосын вы действительно хотите отозвать заявку? Да дейміз. Мен қазір отозвать етіп салдым контейнерді. И вообще өшіріп тастауға болады. Корзинаны басып, вообще өшіріп тастауға болады. Сосын қаласаңыз қайтадан заявка жібере аласыз. Дәл осылай заявка жібереміз, достар. Енді қараңыздар, сіздерде мына жерде жаңа біреулер айтты ғой, сантехника деп ше, сантехниканың да тендерлер шығады қазір осы жерден. Морозильник, термоконтейнері дейді, покупка моющих средств дейді, әйелдерге өте жақсы. Күнделікті базардан, магазиннен сатып алатқан моющие средства, порошок, фейри деген сияқты, мистер Мускуль деген сияқты, вот сондай нәрселерде бар. Так, покупка стирального порошока дейді, оргтехника и комплектующий дейді, 1 миллион көрейік, қандай оргтехника ол. Біз өзімізде осы оргтехникаларға қатысып тұрамыз. Дәл қазіргі уақытта бізде 80-ге жуық мониторлар, сондай нәрселер бар, жесткий диск деген сияқты. Мына модем беспроводной ADSL дейді, модем TP-Link 12 000 теңгеден дейді. Тонер дейді, черный фильтр, сетевой фильтр, Defender деген 2500 теңге. Сосын манипулятор мыш Optima дейді 1300 теңгеден. Сосын кабель дейді, специализированный дейді, мінеке осындай кабельдер. Приобретение запасных частей дейді, мінеке көрдіңіз ба, Казватхоз өзіне тендер жариялаватыр, домкрат, радиатор отопление дейді. Мысалы үшін қандай УАЗикке радиатор керек дейді, 15 000 теңге, диск цепления, штанга, мост, задний мост керек дейді. Мысалы үшін запчасть сататындарға жақсы. Егер сіз запчасты басқа машинеге запчасть сатсаңыз, сіз сол запчасть сататын базарда отырсыз ғой, дұрыс па? Или бір торговый центрде, Карсити, там Тулпар деген сияқты. Сол запчасть басқа қасыңыздағы сол УАЗиктің несін сататындардан сұрайсыз да, сосын осыған қатыса аласыз. Приобретение расходных материалов, автокөліктер доңғалақ сатып алу дейді, запасные части, сүт өнімдері, медикаменты, автозапчасти, канцелярский товар. Ең көп объявление болатын автозапчасть, канцелярский товар, строительный товар, хозтовар, тағы не бар еді? Продукты питания. Осы 5 түрлі товар ең көп объявление шығады. Оның қасына тағы да жаңағыдай оргтехникаларды қоссақ та болады. Өйткені барлық мекеме компьютерсіз, принтерсіз, интернетсіз, мышкасыз жұмыс жасай алмайды олар. Олардың барлығы соны обновлять етіп, новыйдан сатып алып жатады. Даже кейде жаңа жылдарға қарамағасы, балалар күніне орай ноутбуктар сатып алады. Мысалы үшін әкімшілік елкасына жаңағыдай балаларға, жағдай төмен отбасыларға ноутбук сатып алады. Мысалы үшін қазір мектептердегі жағдай төмен отбасыларға онлайн сабақ оқысын деп, оған да ноутбук сатып алады. Оны сіздердің де балаларыңыз алып оқып жатқан шығар қазір, сол ноутбукты алып жатқан шығар, бірақ оның барлығы осы тендерде жарияланған,
достар. Ешкім барып, әкім барып өзінің қалтасы анау мемлекеттің счетынан ақшаны снимать етіп базардан сатып алған жоқ Сулпактан. Тек қана тендер арқылы сатып алды. Гайковер пневматический дейді, хозяйственный товары, продукты питания, клей дейді. Что за клей? Міне 1600 теңге дейді клей. В общем, мінекей достар, көріңіздер ме? Дәл осындай тендерлер өте көп. Аккумулятор, материалы для ремонта дейді. Жидкость, тормозной жидкость дейді. Аккумулятор 6ST 190 дейді, 320 мыңға. Латексные перчатки, мысалы үшін. Пакет дейді. Пакеты, бумажный полотенце, хозяйственный товар. В общем, мемлекеттік мекемеге не керек, соның барлығы тендерде бар. В общем, қысқаша айтқанда. Дәл қазір көрдіңіздер, не бар екен барлығы. Бұл государственный сайт. gosзакуп.gov.kz деген бұл государственный сайт. Бұл жерде бүкіл информациялар сақталған. Бұл жерде барлығы прозрачный. Ешкім еш нәрседен жасыра алмайды. Сіз ана жерде жоқ, мен мынандай нәрсе жоқ та, человеческий фактор жоқ та. Сіз мысалы үшін ешқандай танысыңыз жоқ, әкімшілікті, сол әкімшіліктің тендеріне қатысып ұтып ала аласыз. Әкімшілік, сол әкімнің інісі қатысса да ол ұта алмайды. Бағасын сізден жоғары беріп қойса, сіз одан төмен берсеңіз, сіз ұтып аласыз. Ол әкімнің інісі ола ма, министрдің інісі ола ма, бұл жерге адамның ықпалы жүрмейді. Адамның ықпалы жүретін тендердің түрі ол открытый конкурстар. Ол жерде комиссия болады, солар тексереді документтерді. Оларға да қарауға болады. Сіз өзіңіздің құқығыңызды, документтеріңіздің дұрыс екенін біліп тұрсаңыз, олар сондай нарушение жасаса, ол жерге жалобы жазып, кәдімгі тендерді тартып ала аласыз олардан. Түсінікті ме? Қазір ешкім ақымақ емес, жұрттың бәрі ақылды болып кеткен қазір барлығы соны жалып жазып, тартып алады. Сол үшін ол әкімшілік, жаңағыдай әкімдер, үлкен шенеуніктер ондай тендерге көп қатыса бергісі келмейді. Көп араласа бергісі. Араласатындар, сол тендерді біреуге алып беретіндер, олар үлкен суммадағы тендерге қатысады. Миллиардтық тендерлерге қатысады. 500 миллиондық, потому что оның үстіне пайдасынан да олар алады ғой. Ал ол креслосын, отырған креслосын какой-то бір мелочь ақшаға рисковать еткісі келмейді да. Түсінікті ғой? Сол үшін 100 миллионға дейін тендерлерге ол беймарал қатыса беруге болады. Так, все, достар, ары қарай жалғастырайық. Практика жүзінде дәл қазір мен сіздерге көрсеттім, оны өздеріңіздер көріңіздер. Бұл тендер деген бизнес кәдімгі. Государственный жасалатын бизнес. Базарда отырып өзіңіздің товарыңызды сатсаңыз да болады, бірақ бұл документальный, параллельный государственныймен де жұмыс жасаудың бір түрі. Мемлекетте өзіне керек нәрсе сатып алу керек қой. Сол үшін біз қатыспасақ бұған, олар қайтып сатып алады. Сол үшін қатысыңыздар, үйреніңіздер, істеңіздер. Біздің қазақтар қашанғы бүйтіп жүре береді, істесін, үйренсін. Қайдағы бір орыстар, өзбектер істеп жатыр ше бізде. Өзбектер де молодец, өте пысық ше. Келеді, орысша түсінбеймін мен, брат, сенікі қазақша екен, рахмет. Біздің Шымкентте көп өзбектер тұрады ғой, негізі. Солар айтады сөйтіп, келеді ше. Еще пысық бар ғой аналар, ё-моё, страшно ақша табады. Қазақтар да бар бізде өзіміз істеп отқан. Қалай ақша табуға болады? Жаңа айттық қой, тендерден қалай ақша табуға болады деп сұрады ғой, міне. Енді осыған жауап береміз. Кәсіпкер болсаңыз, жақсы ақша табуға болады. Ол кім кәсіпкер деген? Кәсіпкер деген базарда сауда жасайтын саудагер. Мысалы үшін автозапчасть сатады, хозтовар сатады, строительный материал сатады, немесе сантехника сатады, немесе сантехникалық услуга көрсетеді, немесе мебель жасайтын немесе компьютерлік услуга көрсетеді, немесе посуда сатады, пластиковый есіктер жасайды. Соның барлығы кәсіпкер кәдімгі. Шағын, орта кәсіптің иегерлері. Солар қатыса өте жақсы ақша табады. Бір мысал айтайын, мысал үшін осы былтыр Шымкенттегі барлық мектептерге москитный сеткалар қойды. Сол москитный сетканы да бізде ұтып алдық. Бір қалаға ше, бір мектептің. 520 терезеге біз заказчик 1 миллион 400 мың берген, біз 890 мың теңгеден ұтып алдық. Оған кеткен себестоимыз 350 мың теңге біз товар сатып алдық.
материалдарын сатып алдық. Сөйтіп мен бір қайнаған болды, осындай пластикпен айналысатын. Соған барып айттым, 500 терезе бар, размерлері мынандай, қаншаға істеп бересің? Тек қана жұмысыңды айт. Сен құрастырасың и барып установка жасайсың. Сөйтіп 2 бала болып істеді, соған 170 мың теңге алды. 350 мың, 170 мың, 520 мың теңге. Қалғаны біздің қалтамызға қалды. Түсіндің ба? 340 мың теңге мен қалтама қалды. Көрдіңіз бе? Мен өзім пластикпен айналыспаймын, бірақ сондай ақша таптым да. Ал егер пластикпен өзім айналыссам, 170 мың теңгеден маған қалтама қалатын еді. Сол кезде пластик жасайтын балалар, тендерден ұтып алдыңдар ма? Соны бізде ұтып ала аламыз ба? Қалай қатысамыз дейді. Конечно, ұтып алады. Қара жұмыс істей бермей, соны компьютерде егер параллельно соған да қатысып өздеріңіз істемейсіңдер ма? Мен 890 мың ұтып алсам, ол 800 мың ұтып алса да өте көп пайда қалады да, оның өзіне ше. Мінекей кәсіпкерлер болса өте жақсы ақша табады. Одан кейін Қытаймен бизнесті білсеңіз жақсы. Мысалы үшін қазір көп адамдар оқып алған, Қытайдың курстарын оқытып жатыр біреулер. Сол Қытайдан товар әкелуді білсеңіз. Өйткені кез келген товар егер арзан келсе, сіз арзан тапсаңыз, сол кезде тендерді ұтып алу мүмкіндігіңіз жоғары болады. Түсінікті ме? Сол үшін Қытайдан товарды алып келуді білсеңіз, ол сізге өте жақсы, осы тендерде көп тендерлерді ұтып аласыз. Одан кейін студент болсаңыз жақсы ақша табуға болады. Студент не ол, не істейді? Ол студенттің ақшасы жоқ, қалай ол ақша табады десеңіз, пожалуйста, жақсылап документация жасауды біліп алыңыз. Қазір HeadHunter'ге кірсеңіз, закупки, тендер деп жұмыс іздеп көріңізші. 200 мың, 300 мың теңге айлық берген. Даже біреу удаленный жұмыс жасасын деп берген. Өткенде мен Инстаграмды көріп жүрген кісілер көріп жүрсеңіздер білесіздер, мен өткенде осы Шымкентте бір насос шығаратын заводқа бардық. Закупщиктер жоқ өздерінің ше. Содан кейін бізді шақырды, қалай болады, сендермен жұмыс жасасақ, бізге тендер ұтып бере аласыңдар ма деген сияқты. Үлкен завод, нормальный маман жоқ. Пожалуйста, студенттер осыны үйреніп алсын, өзі бір жерде оқи берсін, параллельно осыған қатысуды да үйреніп алсын. Строительный компаниялар, охранный компаниялар барлығы тендерге қатысады. Дистрибьюторлық компаниялар мысалы үшін барлығы қатысады, и оларға сондай тендерге документация жасайтын, постоянно тендер іздеп отыратын маман керек. Студенттерге мен сол үшін айтамын. 200 мың, 300 мың теңге. Мен просто өзім бір очкемді білем, менен келіп сабақ алды, үйренді, қазір 200 мың, 250 мың теңге ақша табады, айлық алады қазір, процент алып отырады. Рисктер да бар тендерде. Қандай рисктер? Тауардың бағасын, тиімділігін тексермей баға беріп жүреді, кәдімгідей. Ол болмайды. Бірінші конкретно көзіңіз жеткізіп алыңыз. Мынандай нәрсе болмайды. Ол өткенде мен алғанда мынанша теңгені, өткендегісі ол 1 жыл бұрын ба сондай да. Қазір ол қымбаттап кетуі мүмкін. Жаңа кейбір тендерлерді көрдіңіздер, бағасы төмен беріп қалады. Өте көп тендерлер бар, оның ішінде жақсы маржасы, жақсыларды іздеу керек просто. Жақсылап іздеу керек. Ол жерде сіз айтпаңыз, сантехниканың несі тұр, бірақ арзан беріп қойыпсыңдар ғой, қатыспаңыз оған вообще. Қатыссаңыз, ертең сіз айтамайсыз, төмен беріп қойғасыңдар, төмен берсең нең бар, қатысып дейді. Сол үшін қатысудың қажеті жоқ ондайға. Просто өтіп кетіңіз, ол ертең қымбаттау болып қайттан жариялайды. Вот сол кезде қатысасыз. Одан кейін 2-3 поставщик табу керек. Мысалы үшін бір ғана поставщик тауып алсаңыз, ол мысалға сіз ұтып алған екен, ол таусылып қалуы мүмкін. Немесе жаңағыдай браковный шығады, немесе сатпайды, ол телефон көтермей қоюы мүмкін. Вот сондай жағдайда 2-3 запаста тағы да поставщиктер болған дұрыс. Одан кейін заявка жіберетін жерді, уақытын қараңыз. Мысалы үшін сіз Қытайдан товар заказ беретін болсаңыз, Қытайдан сіздің жеткізетін уақытыңыз кем дегенде 1 ай, 2 ай болу керек. Сол кезде сізді Қытайдан заказ берген кезде де уақытында жеткізе аласыз. Ал сіздің тендеріңіздің уақыты 15 күн болса, сіз Қытайға заказ берсеңіз, ол, конечно, ертең товарыңыз келген кезде ол договорды бұзып тастайды, сізді күтіп отыра бермейді. 15 күннен асқаннан кейін ол уже ары кетсе тағы да бір 15 күн күте алады, одан кейін күте алмайды уже. Сондай жағдайларда ескеру керек. Оның барлығын енді бұлайша новичок өзі істесе өте қиын болады, риск өте жоғары болады. Так, тендер ешқашан тоқтамайды. Бізде кәдімгі Қазақстанда карантин, жесткий карантин болған кезде де тендерге қатысқандар ғана өте жақсы ақша тапты. Оны қазір мен дәлелдеймін. Қазір көресіздер. Мынау бізде
адамдар қалай не алатын. Сұрақ жауапқа келдік. Так, сіздерде жаңа біраз сұрақтар болды, мен көрдім. Так, соларды қарайын мына жерде. Так. Аксессуарлардың тендер бар ма? Ол қандай аксессуар? Мысалы үшін мобильный аксессуар болса, конечно, бар. Мобильный аксессуар, мысалы үшін смартфон дегенде тендерлер бар, мысалы. Одан кейін жаңағыдай зарядное устройство, блок питания, ноутбук, мышка, пожалуйста. Сізді жақсы үйретеді деп естідім. Танысымнан еді. Курс қанша тұрады? Курсқа қатысқыңыз келсе, мен қазір айтамын. Хорошо? Вот сол жерден қатыссаңыз болады. Просто вебинардың аяғына дейін отырыңыз. Біз жақсылап, конкретно түсіндіреміз. Өйткені ол авторлық. Өйткені әбден адамдарға үйретіп, көрсетіп, кімнен жақсы нәтиже шығатын біліп, содан кейін уже тәжірибе жинайды екенсің да. Мен бұндай тәжірибе жинаймыз деп ойлаған жоқпыз ғой. Так, самұрықтың да тендерін үйретесіз ба дейді. Самұрықтың да тендері бар. Айтпақшы сіздерге самұрықтың порталын көрсетпеппін ғой, мысалы. Қазір мына жақта самұрық қазынаның порталына кірейік. Мынау самұрық қазынаның порталы. Огнезащитная пропитка деревянных конструкций деген тендер шығып тұр. Вокзал дейді. Яғни КТЖ-ның тендерлері. Ішіне кіріп көрейік. Ішіне кіреміз. Мына национальный акционерное общество, национальная компания Қазақстан темір жолы дейді. Көрдіңіз ба? 2 миллион 157 мың теңге. Газ дейді, пропан, аккумулятор дейді, работалар бар, ремонттар, автозапчастар бар бұл жақта да, мысалы, кіріп көрейік автозапчастқа. Кигок, акционерное общество Кигок, штанга дейді, реактивная штанга, Ақмолаға, мысалы үшін, мына жақта Ақмола, сальник ступени дейді, ступицы дейді. Дәл осындай самұрықтың да тендерлер бар. Самұрық кішкене маржинальный болып келеді, чем госзакупқа қарағанда. Бірақ объявление сәл аздау ол жақта. Госзакупте өте көп, бірақ маржасы жақсы, тендерлер аз. Бірақ ол жақта да жақсы ақша табуға болады. Мен білем, көп кісілерді білем, госзакуптың өзінен қаншама ақша тауып отқандарды білем. Так. Жеке сабақ алуға бола ма? Әрине болады. Қазір кішкене аяғына дейін вебинарда қарай тұрыңыз. Сол кезде жеке сабақ ол қалай болады, қалай жүргізеді, ол уақыты қандай, соның барлығын айтамыз. Ақтаудан не дейді? Ақтаудан офлайн оқытпайсыз ба дейді. Ақтаудан офлайн оқытпайсыз ба? Ақтаудан офлайн оқытпаймыз. Енді болашақта оқытатын шығармыз. Біз басқа қалалардан серіктес қарап жатырмыз. Бірақ нормальный серіктес жоқ, жауапкершілігі төмен. Маған ұнамай жатыр серіктестер. Егер сіз осы тендерге қатысуды жақсылап үйреніп алсаңыз, біздің серіктесіміз болуға болады. Өз қалаңыздан, осы Ақтау қаласынан, осы біздің тендерлер компаниясының офлайн курс оқытатын филиалын ашуыңызға болады. Ол тек қана Ақтау қаласына қатысты емес, басқа қалаларға да қатысты. Ол үшін біздің қыздарға жазсаңыз, толық мағлұмат айтады сіздерге. Ол біз қалай жасау керек, офис қалай, сабақ қалай жүргізесін, бірінші біз сіздің өзіңіз тендерге қатысуды білуіңіз керек. Одан кейін біз өзіміз оны сізге сабақты қалай жүргізу керек екенін өзіміз айтамыз. Барлығы договор бойынша болады. И гарантированный сіз ай сайын 400-500 мың теңге ай сайын тауып отырасыз. Одан бөлек сізде өте былайша айтқанда сізде таныс өте көп болады. Сол жерге сабаққа келген адамдарда арасында жаңағыдай оптовиктер келеді, кәсіпкерлер келеді. Солармен жақсы таныс, жақсы араласып, араласатын ортаңыз кеңейе бастайды уже. Түсінді ма? Так. Все, ары қарай кеттік. Так, енді курс жайлы сұрау. Мына жерде біраз адамдар сұрақтардың бәрі курс жайлы екен. Енді сіздерге ұсыныс, жарайды, курс сұрап жатсаңыздар, тендерден ақша табуды госзакуп порталын 150%-ға үйрететін бізде, одан кейін тендермен бизнес ашуды, тек қана тендерге қатысуды емес, бизнес жасауды, тендерге инвестиция тартуды,
ұтып алған тендеріңізге қалай көбірек ақша тартуды, тендер бойынша 12 ай сабақ алғыңыз келсе, онда бізде Госзакуп Макс деген онлайн және офлайн курс бар. Бұл менің авторлық курсым. Бұл осы 2018-ден бастап осы 2020-ға дейінгі менің тәжірибемен болған нәрсе. Көп адамдарға осы сабақ үйретіп, ол қалай жетістікке жетіп жатыр, аналар неге жетістікке жетпей жатыр, оған не жетпейді деген сияқты. Соның барлығын былайша айтқанда жақсылап пысықтап, жақсылап бір үйреніп алғаннан кейін жақсылап бір статистика жүргізіп, өзім зерттегеннен кейін осылай бір Госзакуп Макс деген авторлық курс аштық. Бұл авторлық курста сіздер Госзакуп сайты туралы, gozzakup.gov.kz сайты туралы толық сабақ үйренесіздер. Еще 1 жылдық сабақ бұл. Тек қана мысалы үшін офлайн сабақта адамдар айтады, ол бір апта келіп, бір апта міне деп, бір апта келіп сіз мына жерде отырып сабақ аласыз. И то 1 жыл бойы сіздің сабағыңыз жалғасады. Апта сайын біз онлайн Zoom арқылы сабақ өтіп отырамыз. Сабақ өткені және сізден сұрақтарыңызға жауап беріп, кімде қандай проблема бар соны айтып, одан кейін жаңағыдай қандай жетістіктеріңіз бар, соның барлығын талқылап отыратынбыз аптасына бір рет. Так, бұл курстан сіз өз идеяңыздағы кәсіпті іске асыруды да үйренесіз. Жаңа бір вебинардың басында бір кісі ет туралы ма бірдеңке сұрады ғой. Осы ет туралы сұраған кісіге осы сабақта көмектеседі. Мен бұның ішіне, осы Госзакуп Макс курсының ішіне бір сабақты қосып жатырмын. Ол сабақты үйренген адам сол сабақта айтылған, істелген, көрсетілген нәрселерді адамдар өзінің жүрмей атқан бизнесінен, немесе аз ақша әкеліп атқан бизнесін ары қарай дамыта алады. Сол жүріп тұрған бизнесіне дамыту үшін көбірек инвестиция тарта алады. Мысалы үшін бір жаңа ет сататын кісі, ол бір білмеймін, ауылда мал ұстайды, сол малды сойып, 1-2 магазиндер өткізетін шығар, етпен айналысатын обычный адам солай жасайды негізі. Енді ол қалай көбейтеді, соны осы сабақтың ішіне айтамыз. Бұны мен бонус ретінде қосып қойғам негізі, потому что бұл скоро осы сабақты мен сатам, бөлек сатам. Потому что бұл менің өзім тәжірибемнен келген нәрсе. Мен инвесторларды қалай тарттым, өзім бизнесімді қалай ұсындым, мінекей солай да. Мен осыны сіздермен бөлісе аламын, ол сіздерге пайда береді. Мен осы курсқа не үшін тегін қойып жатырмын, потому что сіздер қазір оқыңыздар, осыны үйреніңіздер, өз бизнестеріңізді дамытыңыздар, сосын мен жетістігін көрейін. Бұл сабақ действительно адамдарға пайдасы бар екен ғой. Өйткені мен сенімдімін, бұл өте жақсы пайда берді. Өйткені маған өзіме пайда берді. Біздің қазақтардың да қаржылық сауаттылық жағы, инвестиция, инвестор болу, инвестор тарту деген жағынан сауаттылығын ашу керек. Бұл жерде мақсат сол. Түсінікті ме? Так, сабақтың тендер бойынша сабақтың программасы ИП-ту ашу, онлайн, офлайн сабақтан. Офлайн сабақтан біз өзіміз ашып береміз. Қыздар өздері ашып, өздері регистрация жасап береді. Ал онлайн сабақты оқыған кісілер, олар өздері ашылады. ИП керек болса, ИП-сын ашылады, ТО керек болса, ТО-сын ашылады, оның документациясын барлығын өзі жасай алатын болады. Госзакуп порталындағы тендерлерге қалай заявка жіберу керек екенін айтамыз, товарға, работа, услугаға. Одан кейін қызметтің тендерлер жаңағыдай. Одан кейін порталмен қалай жұмыс жасау керек, заявка жіберу, тендерге құжат дайындау, открытый конкурстарға, работаларға. Сосын тауар іздеу өнері, мысалы үшін тауарды қалай іздейміз, Алибабадан қалай іздейміз, мысалы. Тендерді жабу, тендерді ұтып алғаннан кейін қалай договорды қол қойып, қалай документацияларын жасау керек. Накладной акт, счет фактура, солардың барлығын қалай жасау керек екен. Бухгалтерлік құжаттарды қалай дайындау керек екен. Сізге бухгалтер керек емес, барлығын осы сабақтан кейін сіз өзіңіз жасай аласыз. Потому что бұл сабақта біз өзіміз жасап жүрген нәрсені көрсетіп жатырмыз. Білмейтін нәрсе емес, өзіміз тәжірибемізде жасап жүрген нәрсені. Сізге бухгалтер тек қана жылына 2 рет керек болады. Отчет тапсыратын кезде ғана керек болады, бұл басқа кезде керек емес бухгалтер. Ал егер бір совет керек болса бухгалтерден, онда біздің қыздар бар, сіздерге жаңағыдай керек кеңестерін беріп отырады.
Сосын 12 айға дейін қолдау көрсетеміз. Кез келген уақытта бір проблема болып жатса, заказчикпен немесе бір товарлармен, сол кезде біз қолдау көрсетіп, өзіміздің кеңесімізді беріп отырамыз. Барлық құжаттардың үлгісі бар. Ол жерде бухгалтерлік құжаттардың үлгісі бар, письмолардың үлгісі бар, заказчикті сотқа беретін болсаңыз, осы сотқа арыз жазудың үлгісі бар, ТО-ның құжаттарының үлгісі бар. Ошым өзімізде бар құжаттың барлығын сіздерге береміз. Түсінікті ма? Так, одан кейін 1 миллионға дейін инвестиция береміз. Ол қалай? Оның шарттары бар. Ол просто так мәрі бере салмаймыз. Просто сіз бірінші практика ретінде көруіңіз керек. Тендердің Т деген әрпін түсінбейінше біз оған бере алмаймыз. Сіз хотя бы практика жасауыңыз керек. 1, 2, 3 тендер жабуыңыз керек. Одан кейін маржинальный тендерді іздеуді, тауып, соған заявка жеріп ұтып алғаннан кейін, міне Арслан мырза, мына жерде мынандай тендер ұтып алдым, үстінегі пайдасын мынанша теңге, мен товарды мына жақтан сатып алам, немесе бұл жұмысқа, егер жұмыс болса, жұмысқа мынанша ақша кетеді, жұмысшыларға мынанша ақша кетеді, үстінегі пайдасы мынанша, екеуміз мынанша теңгеден бөлсеміз десеңіз, мен сіздерге инвестиция беруге дайынмын. Бірінші 1 миллионға дейін болады, одан кейін уже 1 миллионнан жоғарыда бере береміз. Ең самый главный пайдасы болса болды бізге. Түсінікті ма? Сенімді жұмыс жасайтын адам. Өйткені инвесторлардың ақшасын біз айналдыруымыз керек. Так, мінекей мына жерде бізде курсанттар, қарап отырсаңыз, Мейіржан Шахапов деген бала карантиннің уақытында өте көп ақша тапты. Өзі 16 жасар бала, негізі 17 жасар ма, 17-ге толды. Бұл маңдайда біреулер 20 жасар, 30 жасар, 25 жасар, бұл жігіт 17 жасқа толғанға дейін шыдай алмай кәдімгідей бір 2 ай қалған сентябрьдің бірнекесінде 17-ге толды. Сентябрьде қашан 17-ге толам, сразу өзім атыма ип ашам дейді. Ол біреудің ипсімен жұмыс жасап жүрді, ағасының ба біреудің. Өзім атыма сразу ип ашам да, сөйтіп тендерге қатысам деді. Негізі ағасының ипсімен бұл уже біраз тендер жауып тастағанда уже 600-700 мың теңге ақша тапты. 16 жасар бала. Қазір iPhone 12 ұстап алған қазір. Бұлай қазір жағдай, ше. Ертең біз осы жақында бір видеолар шығарамыз. Сол видеода оның мамасы да рахмет айтып жатыр да бізге, ше. Прямой эфирге жаңа аптасына бір зумға шығып отырамыз деді ғой. Сол кезде мамасы да зумға шығып, рахмет, ауылға келсең кел, үйге кел, қонақ болып кет деп өзінің рахметін айтып жатыр. Өйткені баласы өте жақсы ақша тауып жатқаннан кейін ол да бір ризашылығым. Қазір видеоны көріп жүріңіздер, Мейіржанның қалай ақша тауғанын өзі видеода бөлісетін болады. Қараңыздар. Сәлем Мейіржан, қош келдің бүгінгі сұхбатымызға. Жалпы қалың қалай? Қош көрдік, сіздердің де жақсы, Аллаға шүкір, өздеріңізде. Жақсы, бізде бәрі жақсы, рахмет. Жалпы Мейіржан, өзің жайлы айтып өтсең, немен айналысасың? Жалпы тендер саласына келмес бұрын немен айналыстың? Есімім Мейіржан, жасым 16-да. Тендер саласын осы Арслан мырзаны Инстаграмнан көріп қалып, басында тегінден бастап, тегін вебинар, одан қызығып, білмеймін, бастайым деген ой болған жоқ, бірден басталып кетті, өзінен сонымен жалғасып, одан қазір үздік шәкірттерінің біріміз Арслан мырза. Жақсы, жарайсың. Жалпы енді мен көп студенттерге қоятын сұрақ, жалпы тендерге келуіңе не түрткі болды? Қандай жағдайға байланысты сен тендерді таңдадың? Мен негізі бүйтіп таңдайым деп бүйтіп қуалаған жоқпын. Жай ғана бүйтіп көрдім, жасап көрейін деп өзім бір сенімділік болды да şimdi. Осыдан бір нәрсе шығатын сияқты, енді ертерек даму керек, өсу керек заманда деген сияқты. Содан кейін сол бірақ біреуден естіп келген жоқпын, былай осылай Инстаграмнан көрдім. Инстаграм барлық нәрсеге себепші. Инстаграмнан көріп, Арслан мырзаны бірден келіп, несіне онлайннан бастадым, одан кейін жақында офлайн оқыдым. Самұрық-қазына қазір жақсы жетістікте жүрміз десек те болады. Жарайсың. Енді жалпы Мейіржан өзің білесің, барлық нәрсені бастар кезде бір қиындығы мен қызықшылығы қатар жүреді. Сенде осы тендерді бастау кезінде әлі жұмыс жасап жатырсың, осы жұмыс барысында қандай қиындықтар кездеседі? Қиындықтар, кез келген бизнесте ол қиындық болмаса, ол бизнес емес деп ойлаймын мен өзім. Мен қиындықтарға көп болды. Мысалы,
осы уақытқа дейін 4 ай болды. 4 айда біз бір рет негізі өзім жасап жатқан ифлардың біреуін уже қара тізім дейді, жосықшыға солай жібергенбіз. Қателіктер болды енді. Бірақ енді бірінші оқымай бастаған адам бір жылдан кейін қандай жетістікке жетеді, ал оқып бірден бастаған адам сол бір жыл бойы анау оқымаған адамның жетістігімен бірдей болады екен да. Өйткені мен оқып бастағандықтан менде үлкен білім сатып алған екен. Ол білім мен бірден 6 айдан кейінгі мен жаңағыдай оқымай жүргендердің қатарына бірден қосты да, содан кейін менде көп қателік болмады деп ойлаймын. Бірақ иә, қиналыстар болды. Бастапқыда вообще түсінбейміз. Бұл үлкен қиында бірінің артынан бірі келеді, қиын ұтып аламыз, бірақ орындаған екен қалай жабамыз. Ноутбукты білеміз, бірақ функциялар дейді ғой, сондайлар документация өте қиын, мен түсінбеймін онда. Өзім жасым 15-те ол кезде. Жеке куәлік те жоқ ол кезде. Ағамның ипісімен бастағам. Сонымен әлі осылай жүрміз. Жақсы. Қазір жасың қаншада қазір? Қазір 16-да. 16-дасың, иә? Жеке куәлік алдың, бірақ ИП ТО өз атында емес, иә? Жоқ, өз атында, дәл қазір. Мен бастаған кезде өз атында болмады. Мен кеше 1 қыркүйек туылған күнім болды, содан кейін ИП ТО емес, ТО-ны 18 жаста ашады. Өзімнің ипіммен, иә, қазір. И ағамның ипісі, екі ипіммен де. Жақсы. Енді бір ең алғашқы ұтқан тендерінің суммасы және осы бүгінге дейін қатысқан және ұтқан тендерінің ең жоғары суммасы қандай суммада? Біз ең бірінші осы 7 айда ең бірінші тендерім шілде айында бірінші күнде договор келген, келісімшарт. Өскемен қаласының бір ауылы ма, ұмытпасам, приправа дейді ғой, қосымша дейді. Соны ұтқан. Сумма 36 мың, ол кезде маған әшейін из одной источник бір көзден келген ол. Сөйттім да, мен Арыс қаласында тұғым ол кезде, өзімнің қаламда. Бардым да 12 теңгеге приправа алдым, үлкен магазиннен. Сонымен салып жібердім қазпошта 2-3 теңгесін беріп. Сонымен бірде бір пайда қалған, ол мен түсінбеймін. Одан кейін ақша келіп түсті, одан кейін қызығушылық басталды. Болады екен ғой, нам бар екен ғой бұл жерде деп. Сол ең кіші сумма, енді қазір 15-20 мың болған шығар, ең кіші сумма, ең үлкені 2.879.000 сумма договор, ең үлкені. Таза маржа қанша болды сенде? Ең үлкендегі ма? Ең үлкендегі 40% болды. Шымкент қаласының, иә. Мінекей достар, көрдіңіздер ма? Мержан өзі 16 жасар кезінде 17-ге толмай тұрып, ең алғашқы тендері қалай басталды. Барлығы осындай, дәл қазір сіздер көріп отқандай вебинардан басталған. Өзінің ауылында отырып, приправа, әшейін бір приправа ұтып алып, оның үстінен жақсы пайда тауып, енді ол приправаның үстінен не қыламайды ғой, байып кете алмайды ғой ондай тендерден, бірақ ол жақсы пайда түсіреді. Одан кейін ол уже мына жерде қазір қараңыз, 10 миллиондық тариф қосқан, в общем 29 накладной жапқан да, әртүрлі тендерлер. Соның ішінде ең үлкені 2 миллион 300 мың деді ма, 700 мың деді ма, 40% оның мысалы үшін 700-800 мың теңге пайдасы. Міне осылай пайда тауқан. Біреулер енді 17 жасар, 18 жасар жігіттер жүр ғой қазір PlayStation ойнап, ол болса уже ақша тауып отыр да. Енді қараңыздар, бұл Мержан ғана емес, мысалы үшін жұмыспен айналысатындар да бар. Бұл әшейін үйде отырған бір бала. Ал бұдан да басқа, мысалы үшін кәсіпкерлер бар. Қазір қараңыздар, мысалы үшін Гүлбану ханым бар, Аслан деген бала бар. Ол да Аслан да мысалы үшін әрден кейін бір істеп жүріп, Ахметбек Нұрсүлі ағайдың курсын оқып, сөйтіп жүрген бала. Ол да осы Мержан сияқты тендермен айналысып өте жақсы ақша тапты. Ол біздің курсант. Одан кейін жаңағыдай Зейін деген бала бар. Ол баяғыда бізде курс жоқ кезде, ол жаңағыдай бізде курс оқыған жоқ. Мен бір-екі рет барып көрсеттім, міне былай істейсің, былай істейсің деп. Өйткені ол біздің ауылдың баласы, өзіміздің брачка, біздің ағамыз бар, соның баласы. Үлкен строительный компаниясы, сол өзінің баласын оқытып, қазір олар видеодан қараңыздар, не айтатынын барлығын. Кеттік ары қарай. Түсінбейсіздердің сұрап жатқанмын. Қалайсың, Аслан? Жақсы, ақырында өздеріңіз қалайсыздар? Шымкентте жүрсің бе әлі? Бүгін келдік қой Мырзакенттен. Жауып келдік. Қалай жүзді, Мержан? Че там, не болды Жетісайда, Мырзакентте? Бір сутка жүріп, товарда барып келдік, 30% маржамен қалды ғой, бүкіл расходтарды алып тастаған кезде ана жол, ішіп келгенім бар, тамағым жатқаным бар. Молодец.
30% қалды ма? Арзан берді ма кешегі қымбаттатып жатыр дегендерің товарды? Иә, арзан алдыртып берді жігіттер. Жолмен құрылыспен айналысатын жігіттер ше. Жасатып берді ғой. Соны жаңа немемен барып келдік. Саландармен. Саландармен барып келдік қой. Молодец, құтты болсын енді. Жаңа жылға жақсы маржа ұстапсың ғой. Нормально. Сол. Жаңа кірдік өзіміз. Сол жақтан бір сутка жүріп келдік. Кеше бір осы биыл бір жылдың ішінде бір 200-ге жуық договор жаптым деп жатқаның ғой. Мына жерде новичок кісілер отырда, енді тендерге қатысып жатқан, енді қатысайын деп жатқан, қатысуға қорқып жүрген. Соларға не айтасың? Қалай тендерге қатысып жүрсің? Сен бір нишаң бар ма, или сен сол темір терсекпен айналысасың ба? Өзің темір терсек шығаратын заводсың ба? Неғып сен ұтып алып, неғып пайда тауып жатсың, неге басқалар табылмай жатыр? Просто ең бірінші сұрақтан бастау керек те. Мен бір жылдық видеомды да қойыпсыз ғой. Bir жыл бұрын емес енді ол. Бір нормальный маржа ұстап қалған жерде кішкентай товардан да сол видео ғой. Ең бірінші одан бастамадық. Ой, ұсақтан бастадық қой. Ең бірінші тендеріміз біздің шына секілді 3 миллион емес, 200 мың теңгеге Тараздың акиматынан дөңгелек апардық. Одан кейін Крисаға дейін жеткізген күніміз болды ғой. Семейдің лабораторный центріне. Криса, иә? Ақырындап бастау керек қой. Оған просто яғни кез келген нәрсеге қатыса бересің. Кез келген нәрсеге. Ең бірінші поставщик или даже поставщик таппай, нарықтағы бағасын біліп аласың да, одан қанша процент скидка жасайтынын. Апрельден бастап біраз заявкаға бердік көп жерге. Таза 50 где-то договор осы жазда алдық біз. Договор заключать еттік. 50 шақты. 1 миллионға дейінгі тендерлерге қатысасыздар ма, или 1 миллионнан жоғары ма? Тарифіңіз қанша миллионға дейін қосылған жалпы? Тариф 10 миллиондық тариф менде. Одан арыларына қатысуға болады, бірақ тариф не разрешает қой пока. Соларды үйреніп алайық бірінші. Общий білмеймін, бөлініп келді договорлар негізі. Бірақ в основном строительный материал алып жатырмын. Строительный материал. Иә, директор сонымен айналысады өзі. Кішкене хабары бар. Мен жалғыз істемеймін. Жалғыз болғанда мен заявка табамын, документация полный жүргіземін. Негізінде өзімде барып істесем болады, жаңа заттарды қарап. Сіз өзіңіз заявка жібересіз, акттарды, счет фактураларды, накладныйларды өзіңіз жасайсыз, ал товарды жеткізетін басқа кісі, иә? 2 адам болып істейсіздер, иә? 2 адамбыз, иә. Сол кісі строительмен айналысады, строительный материалмен, иә? Иә. Строительный, кровельный болсын нелер, материалдар. Ремонт, көп мектептердің несін заявкасын алдық. Енді именно ремонт жағынан материалдарын. Біраз мектеп алдық енді. Общий есептеген жоқпын. 15-20 шақты мектепті алдық. Түркістан өзінен, қаласынан. Түркістан қаласынан ба? Енді сол 50 договордың пайдасы примерно қанша, енді есептеп көрдіңіздер ма? Қазір 7 миллионнан. Жалпы суммасы қанша, пайдасы қанша деп отқаным ғой? Қазір 7 миллионнан асық болып тұр договор. Ол суммасы барлығының. Өткен счет фактурамен есептесем 6 миллион 780 болып тұр. Еще дайын тағы Кентаудың договорлары тұр. Оларды әлі өткізген жоқпыз. Счет фактура өтсе, 7,5-8 миллионға жақын болады. Бірақ бірінші жапқан договорлардың маржасын білгім келіп тұр ғой енді. Где-то 3 миллиондай бар. Общий ма? 8 миллионнан 3 миллион ба? Жоқ, 7 миллионнан несі. 6-да 8 болып тұр ғой, содан 3 миллионы таза болып тұр. 3 миллион таза, иә? Жақсы ғой, строительный материалдар болса. 50% қалып тұр екен ғой. Зейін, жалпы енді осы уақытқа дейін ең көп суммада ұтқан тендеріңіз қандай салада? Құрылыс саласында ең көп ұтқан тендерім құрылыс саласында Жетісай қаласында Арслан аға да жұмыс істеді оны. 19 туалет общий. Дәретхана? Иә, 19 әжетхана. Общий сумма 80 миллион. НДС мен без НДС 70 миллион 600.
сол ең көп ұтып алған жұмысым. Одан бөлек ұтып алған жұмыстар Қазығұрт ауданында ЖХК-дан жол ұтып алғанбыз 13 миллионға. Түркістаннан Арбат ұтып алғанбыз 18 миллионға. Арбатты сіздер салғансыздар ғой, Түркістаннан Арбат. Содан кейін Жетісай ауданында неше түрлі тротуарлар, аллеялар, олар бар. Бірақ данный момент өзім тәжірибем бойынша ең көп сол 80 миллион. Құдай қаласа бұл жылдың бастамасы жақсы басталды. Жоспарлар бар. Жоспарлар бар. Жету керек мақсаттар. Құдай қаласа одан да көпке жетеміз деп ойлап отырмық. Жақсы, ниетіңізге жетіңіз. Зейін, енді тағы бір сұрағым сізге. Мысалы, көбінесе жұмыс тендерларын лицензиямен алады деп айтады, негізі жалпы лицензиясыз да алуға болады ғой, сол жайында не айтар едіңіз? Лицензиясыз алатын жұмыстар олар көбіне ценовое приложение болады оларда. Ценовое приложение. Ал если документация жаңағыдегі лицензиямен алатын болса, ол жұмыстар открытый конкурс болады. Открытый конкурста лицензиясы жоқ компаниялар ценовойға қатыса береді, көп қатысады, ақша общий сумма түсіп кетеді. Общий сумма маржасы азайып қалады. Сондай жағдайлар болады. Если открытый тендер болса, лицензияң болса, более-менее маржа көп болады деген шансың бар да, сондай шанс көбірек та, чем ценовое приложениеге қарағанда. Жақсы. Енді Зейін, жалпы алдағы уақытта осы тендерда сізге көптеген табысқа, көптеген көздеп отырған мақсатыңызға жетуіңізге тілектеспіз. Рахмет, осылай бізге өз ақылыңызды, біздің болашақ қазіргі студенттерімізге ақыл кеңесіңізді беріп айтып отырғаныңызға көп-көп рахмет. Болашақта үлкен табыстар тілейміз. Рахмет. Және сөз соңында бір мотивация ретінде біздің студенттерге тағы не айтар едіңіз? Мотивация ретінде ма? Ұлыбританияның бір несі болған, Уильям Черчилль дегенше. Сол кісі айтады, адамға бақыт, байлық, денсаулық тілегеннен бұрын ең бірінші адамға удача тіле дейді. Сәттілік тіле дейді. Өйткені Титаникте өліп кеткен адамның барлығы бай дейін сау болған, оның ішінде удачливый адамдар единицы ғана болғанда, тірі қалғандар. Удачливый адам. Удачливый болсын, ең басты сәттілік тілеймін, денсаулық тілеймін. Сол Уильям Черчилльдің сол цитатасын айтты маған өзіме. Рахмет көп. Ендеше келесі кездескенше қоштаспаймыз сізбен. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Мінекей, көрдіңіздер ғой, осы видеоларды қараңыздар. Зейінді, Гүлбану апайды, мысалы үшін қалай тауып жатыр да, барлығы осы карантин уақытында жаңағыдай жұмыс деп ақша тауып жатыр. Жұмыстан да олардың бастарында ешқандай бір шектеу жоқ. Ой, ұтамайсың, ол жерде андай болады, ол жерде мынандай болады. Жаңағыдай бір оңай нәрсе емес болды. Бұның да қиыншылығы бар. Просто бұл жерде сізге көмектесіп отыратынын, мысалы үшін бір үйде бір мынандай бір жұмысты жасашы десе сізге, жалғыз өзіңіз болсаңыз қиналасыз, дұрыс па? Ол қиыншылық болады. Ал егер қасыңызға біреу көмектесем деп кеп тұрса не істейсіз? Жақсы емес па? Тез бітеді сол. Сол сияқты бұл жерде де сізге бір көрсететін, жол көрсететін, сізге совет беріп отыратын, кеңес беріп отыратын адам болса, ол да сізге өте жеңіл болады. Мен бір опаңаяқ келіндер қатысыңдар, олай емес. Қиыншылығы бар бұның да өзінің. Бірақ өзгеретін кез келді да. Кәсіпкер болсаңыз да, сіз саудаңызды арттыру үшін. Мынау Instagram парақшаларды қазір жазылыңыздар, осылардан сұраңыздар өздерінен. Бұның барлығы бір өтірік нәрсе емес. Өтірік ешкімді алдап жатқан жоқсыз. Пожалуйста, Зейінге де, Мико деген Мейіржанға да жазыңыздар. Шынымен тендерге қатысып ақша тауып жатсың ба, қазір не істеп жатсың деген сияқты. Пожалуйста, сұраңыздар. Так, ары қарай кеттік. Мына жерде тағы да біздің отзывтары болар енді. Бұрынғы 2018 жылы мына Әлия деген апай бізде ең бірінші тендерер, ең бірінші бізде тендер про болған. Оны біз өзгерттік тендерер деп. Ең бірінші потокта Әлия апайымыз оқыған. Ол кезде ол Әлия апайымыз вообще қазір өткенде офлайн бізде сабақ болды, сол кезде біздің офиске келіп бір совет сұрап кетейін деп келді да, сол ана жерде сабақ оқып жатқан кісілерге жақсы мотивация беріп, міне мен осылай тауып жатырмын, былай істейсіздер деген сияқты өзінің кеңесін айтып кетті. Мысалы үшін
Бұл кісі қазір 20 миллион 30 миллион в общем пайда тауып тастаған өзі ше 2 жылдан бері ше тендерді үйреніп алып компьютерді басамайтын түн жарымда маған звондап тұрады, бала шағам бәрін ұйықтатамын, содан кейін барып тендерге кірсем дейді да. Компьютерді кнопкаларын басуды білмейтін. Мен ананы басасыз, компьютердің мынандай дегені бар, соны басасыз деп тұрып айтқаным сол кезде ше. Қазір ол маған үйретеді қазір. Барлығы осындайдан бастаған, осындай вебинарлардан басталған барлығы. Так, сабақ бізде онлайн және офлайн болады. Онлайн және офлайн болады. Онлайн курс бізде 1 ақпан, сосын 15 ақпан басталады. 1 ақпанға дейін жазылып үлгеріңіздер. Орын саны шектеулі ол жерде. Дәл қазір предоплата жасап қойсаңыздар болады. Қандай бағасы қанша қазір айтатын боламыз. 100-ге жуық емес, бір 50-ге жуық сабақтар бар. Бұрын 100 еді, қазір қысқарттық, өйткені новый сабақтар қостық, кейбір сабақтарды алып тастадық, старый сабақтарды. Сөйтіп 50-ге жуық видео сабақтар бар. Сосын телеграмда біздің общий группамыз бар. Ол жерде барлығы тендермен айналысады ана жерде. Товарлардың сертификаттары керек болса, барлығы сол жерге салып отырады өздерінің сертификаттарын. Менде мынандай сертификат бар, керек болса алыңдар деген сияқты. Сосын аптасына 1 рет тікелей эфирге шығып отырамыз Zoom арқылы. Әркім өзінің жетістігін айтады, өзінің қандай проблема болып жатыр, өзіне қандай сұрақ туындап жатыр, соның барлығын сол жерде айтып отырады. Мен сол жерде көмектесіп, жеке өзім сол жерде аптасына 1 рет сабақ беремін. 1 жыл бойы. Түсіндің ба? Бұл 1 жылдық курс. Офлайн курс тоже бізде офисте болады. 8 ақпанда басталады. 1 апта сабақ болады. Осы жерде 5 күн сабақ. Сағат 3-тен бастап, кешкі сағат 6-7-ге дейін сабақ болады. Бұл жерде сіз не үйренесіз? Бұл жерде теориялық және практика болады. Және ИПТО ашу, оны регистрация жасау, тарифтерді қосу, оның барлығын біз өзіміз жасап береміз. Ең көп адамдар қиналатын осы жерде. Сол үшін ол нәрсені біз өзіміз профессионально жасайтын болған екен, ол сіздерге қиыншылық болмайды. Даже ИПТО ашқанда оның банктегі счетын да біз ашып бере аламыз. Онлайн біз осы жерде банктен соглашение бар. Сол банк арқылы біз осы жерде ашып бере аламыз. Прямой, сіз банкке де бармайсыз даже. Одан кейін тоже видео сабақтар ол жерде 1 жылға дейін, сосын техникалық қолдау группаға сұрақтар болады телеграмда, сосын аптасына бір тоже ертең 1 аптада сабақ біткеннен кейін до свидания емес, тағы да офиске келіп советін алып тұра алады, алдағы сабақтарға қатыса алады, сосын тікелей эфирге қатыса алады. Мінекей осылай қолдау алады бізден постоянно. Курстың нәтижесіне 100% кепілдік, өйткені бұл әбден уже практикадан өткен нәрсе, просто істеу керек. Үйренген нәрсені істесеңіз 100% кепілдік. Қарап жүрсеңіз, істей берсеңіз, өмір бақи сөйтіп жүресіз. Білім келді ма, сразу қолдану керек. Мысалы үшін мынандай нәрсе бар да, мен өзім көп байқағаным осы адамдарды үйреніп сөйтіп жүр ғой. Өзім жақындарым бар, жақын еместерім, танымайтындарым бар, мысалы үшін. Адамдар келеді да, бір білім алған кезде соны сразу іс-әрекетте жасамайды да. Көп бәрін үйреніп алайшы, бәрін үйтіп алайшы дейді дағаны, одан кейін бар. Қойшы дейді да, адамның миы бұл адамның өзінің қиналғанын қаламайды да. Ал анау көп нәрсені біліп алған екен, өлі бұл қиын ғой, не қыласың дейді оған. Ал біле салып сразу істеп кетсе ол уже қиын болмайды оған. Ол кішкентай нәрсе білді да, оны істеу оған оңай болады. Одан кейін тағы да қалғанын біледі, оны да істеу уже оңай болады. Бұлай барлығын біліп алып істейін десе, ол қиналады да, потому что оған шамасы келмейді оның бәрін істеуге. Сөйтіп, оған ми сигнал береді, қойсай қиналасың. Болмайды ол саған, ауыр ғой мынау деген сияқты сигнал береді. Сөйтіп ол адам істемей қояды. Міне білімнің секреті осы. Білдің ба, сразу іс-әрекетте көрсету керек. Так, бағасы қанша деп ойлайсыздар? Бағасын қазір көрсетемін. Госзакуп Макс онлайн және офлайн курс бар, сосын Самұрық-Қазына онлайн және офлайн курс бар, сосын премиум деген курс бар. Госзакупте ол кез келген новичоктарға арналған, Самұрық-Қазына новичоктарға арналмаған, ол госзакупты үйреніп, содан ақша тауып жүрген адамдарға. Бірақ егер бізде қазір бүгінге сіздер осы вебинарды 1,5 сағатқа ма, қаншаға созылды, осы вебинарды көріп отқан адамдарға бұл осы 2 курсы да бірге бере саламын мен. Хорошо? Өйткені госзакуптан ақша таққысы келген адамдар
самұрықтан да көбірек ақша тапқан дұрыс та. Ары қарай білімде, ол біз беретін білімге біз ешқандай шектеу қоймаймыз. Ақша табам, істеймін деген адамға, пожалуйста, желаниясы бар адамға. Тек қана бүгін ғана вебинарға қатысушыларға тек қана 20% жеңілдік. 20% жеңілдік. Бұл былайша 20% жеңілдікпен де келіп жазылып жатқандар, не бір фирманың адамдары келіп бізге компаниялардың строительный. Одан кейін алғашқы төлем жасаған 10 адамның біреуіне мен курсты тегін берем. Егер шынымен де алғашқы 10 адамның бірі болсаңыз, бүгін түнгі сағат 12-ге дейін бір 20 мың теңге дейікші, 20 мың теңге оплата жасап, алғашқы 10 адам болсаңыздар, сол алғашқы 10 адамның ішінде мен бір курсты тегін ойнатам. Кім соны ұтып алса, мен соған сразу 20 мың теңгесін қайтарып беремін. Сөйтемін дағына тегін курсты осы Госзакуп Макс, Самұрық-Қазына барлығын тегін береміз. Пожалуйста. Одан кейін қыздар тегін обслуживание жасайтын болады. Мен өзім обслуживание жасайтын боламын. Тегін сабақ аласыз, үшін 1 миллиондық жаңағыдай миллиондап ақша табатын білімді сіз бесплатно аласыз. Так, алғашқы 10 төлем жасаған 10 адамның біреуіне тегін береміз. Оны жеңімпазды мен Instagram парақшам арқылы сіздерге жариялайтын боламын, кім жеңімпаз екенін. Бірақ ол Арслан .Қамбаров деген Instagram парақшаға жазылып қоюларыңыз керек, жеңімпазды білгілеріңіз келсе. Сол жерде мен жариялайтын боламын. Тек қана 20 мың теңгеден оплата жасағандарға ғана. Алғашқы 10 адамға. Түсінікті ма? Оның барлығын, кімдер алғашқы 10 адам екен барлығын дәлелдейтін боламыз әлі. Так, қараңыздар, одан кейін бізде премиум деген курс бар. Бұған ешқандай 20% да жеңілдік жоқ, ешқандай жеңілдік жоқ, потому что бұл курс өзі ерекше курс. Жеке менімен бірге, тіземен тізені қосып отырып сабақ өтеді менімен бірге. Онлайн және офлайн бар. Онлайн ол тек қана прямой эфир арқылы, қаласаңыз WhatsApp арқылы сөйлесеміз, қаласақ Zoom арқылы сізге қалай жасау керек. Жаңағы ИП-ту ашу, регистрация, тариф қосу барлығын өзіміз жасап береміз, қыздар өздері жасап береді. Одан кейін барып, жаңағыдай 2 айда мақсатқа жеткіземіз. Бұдан бөлек сізде мына курстың ақшасынан бөлек қалтаңызда ақша болу керек. Кем дегенде 500 мың теңге болар, соны 2 айдың ішінде мен сіздерге 1,5 миллионға дейін жеткізіп бере аламын. Түсінікті ме? Оны қалай жеткізу керек екенін айтамын. Бірақ бұдан тағы да бір нәрсесі бар, оны іріктеуден өту керек. Іріктеу деген не ол? Кез келген адам бұл курсқа жазыламайды. Тек қана жаңағыдай бір саласы бар, немесе жақсы бір желаниясы бар адамдарды ғана аламыз оны. Оны қыздармен сөйлесіп, қыздарға жазаш жеке. Кез келген адамның мақсаты тендерден көбірек ақша табу ғой, мақсаты сол мақсатқа жеткізу бұл курсын. Бұған ешқандай жеңілдік жоқ, потому что жауапкершілік өте жоғары. Түсінікті ма? Так, бағасы өте төмен, потому что бұл жаңағыдай бір психологический бір курс емес. Бұл ақша табатын курс. Сізге ақша әкелуді көрсететін курс. Бұлай жасайсың, саған ақша келеді деген курс. Сол үшін құндылығы өте жоғары. Бір тендер ұтып алып, сіз курстың ақшасын оп-оңай шығарып аласыз. Түсінікті ма? Сол осы білімнің қадірін түсінген адамдар, жаңа Мейіржан сияқты жігіттер, ол қайта сабақ алады да, меніңше. Тағы да қандай курсыңыз бар, Ареке деп ше. Өйткені олар білет, құндылығын білет. Так, тек қана бүгін, егер сіз Госзакупты білетін болсаңыз, Самұрық-Қазынадан үйренетін болсаңыз, 40% жеңілдік Самұрық-Қазынаға болады. Ол отдельно офлайн сабақ болсын, онлайн сабақ болсын. Самұрық-Қазына бізде алдағы уақытта басталады, оны қыздарға айтамыз. Қыздар айтады. Одан кейін сіз тек қана сабақ қана алып қоймайсыз, және қайырымдылықтан да бір үлесіңіз болады. Қайырымдылық деген не? Яғни сіздердің сатып алған курстарыңыздың біз қандай да бір бөлігін қайырымдылыққа жұмсаймыз. Отбасы төмен адамдарға продукт питания анау алып береміз. Түсінікті ма? Біз сол нәрсені өткен айда осы 2021-ден бастадық соны. Так, барлық курстарға Альфа-банк арқылы бөліп төлеуге, пайызсыз бөліп төлеуге мүмкіндік бар. Оның жолында тоже қыздарға жазасыз. Мына жерде комментарийді мен қазір қыздардың WhatsApp номерлерін жіберіп жатырмыз. Және осының астында курсқа жазыламын деген кнопка бар. Чекті жіберем деген кнопка бар. Соны бассаңыз WhatsApp-қа шығасыз, қыздардан толық мағлұмат аласыз.
қалай бөліп төлеуге болады, жолы қалай. Түсінікті ме? 12 айға дейін, 6 айға дейін бөліп пайызсыз бөліп төлеуге болады. Ол өте жақсы мүмкіндік. Баяғыда ондай мүмкіндік болмаған. Так, мынау Каспий номер. Алғашқы қайтадан қайталап жүрейін. Алғашқы төлем жасаған кісілерге бір курсты тегін беремін. Түсінікті ме? Скриншот жасап алыңыздар. 2 минут, 3 минут осы Каспий номер тұрады. Давайте, достар, тоқтамаңыздар, жұмыс істеңіздер. Сіздердің көбірек ақша тапқандарыңыз ол өздеріңізге, бала-шағаларыңызға, ата-аналарыңызға, мынау біздің қоғамға жақсы. Көбірек сол кезде қайырымдылық болады, көбірек садақа беріледі. Біз Қазақстанды солай ғана өткізе аламыз, дамыта аламыз. Jamendo.com. 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 Jamendo.com.